қарыздың беретін өте үлкен нәрсесі бар да. Бұл анық мақсат. Құдайға сенген жастарда Құдайға деген қорқыныш бар да. Олар бүгінгі таңда қарасаң жастарда Құдайды бір мейірімсіз ретінде қабылдайды. Кейбір нәрселер маған байланысты емес екен дегенді. Өзгеріс бұл өкініштен басталады. Шыны мойындайық. Міне, сен таң намазға тұрасың, тұрамай қалдың ба? Сен өкін. Енді мына жерде айттық қой, ең бірінші тәубенің қақпасы ол өкінуден басталады. Өкінуден басталады. Және осы хасбуналлаху ва ниъмал уәкил деген осы бір дұға адамның екі дүниесіне жететін дұға. Иншалла. Мен сіз өліп кетемін деп қорықтым дейді. Мынау дүние үшін емес, сен ақырет үшін қорықтым дейді мен. Былай қарағанда Алла қазақша Құдай қақты дейді да. Құдай қақты дейді. Және ол сенің бір Құдайдың алдында бір өткен бір нәрсең бар дейді да, бір амалың. Аллаға ішіңді айт десем, ол мен отырып алып айтып соны жұрт мені көріп, мына өз-өзіме сөйлесіп, жынды болып кетпейді ме деп ойламай ма дейді да. Сөзің басы бісміллә. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Мынау келесі біздің әр подкастымызда бір жаңадан қонақтар шақырамын дегенбіз. Бүгін құрметті қонағымыз Қуаныш бауырым Шонбай, өздеріңізге елге танымал, әсіресе жастарға танымал, кәсіпкер, болашағынан әлде де көп үміт күтеміз. Қош келдің, Қуаныш бауырым. Рахмет аға. Тәубе есігі деп өзіңнен кітапты қарап отырсың ғой енді. Соңғы саған қоятын біраз сұрақтар бар еді. Рахмет аға. Пікірталассақ деп. Болады. Өзім бұрыннан танимын, сондықтан адам өзінің үйіне әрине жақын шақырады. Мына көңіліне, жүрегіне жақындар шақырады. Өткенде шәкірттерімді шақырдым. Тағы біраз кісілерді ғалымдар шақырып жатырмын. Сонда сен әр кәсіпкер бір жағынан әрі ғылымға бет тұрып отқан соңғы кезде психология ғылымға бет тұрып жатсың, сол жағда мені қызықтырып жатыр. Бір кәсіпкердің қалай ол ғылымға бет тұрып жатқан қалай деген сияқты. Сондай сұрақтарды қоймақшы едім да. Болды, мен жаңағы пікірталасақ дегенге енді оған дәрежеме жетпейді ғой, сен пікірталасуға, бірақ енді кішкентай өзіміздің кейбір білетін нәрселеріміз болса, оны жоқ, бұл жерде пікірталасу емес, бұл жерде жалпы көңіл сұхбаты ғой. Әрине. Бірінші сауалымыз жалпы мынау осы құрметтеп келгеніңе алғыс айтамын, рахмет айтамын өз басым. Мынау алыстан 6 жасар бала келсе алдынан 60 жасар ақсақал шығып сәлем берген дейді. Сондықтан өзіміз сәлем беріп жатырық. Рахмет келген, құрметтеп келгенге. Дегеннен кейін осы сауалымыз жалпы осы сен енді кәсіпкерсің да. Мынау неде былай біз зерттеп жүрміз ғалым болғаннан кейін. Жалпы кәсіпкер адамдар бай болады, басқа болады, байлығына сай болады, сөйтеді. Кейде осы бір депрессия кіріп кететіндер де бар. Сөйтеді руханият үзіп кетеді. Кейде депрессия кірмей-ақ қарын тойған кезде олар сол гольф ойнайды да, гольфтың ар жағынан бір көбінесе руханият кетіп қалатындар да бар да. Осының сыры неде өзі? Неге ол әуел баста олар кетпейді да руханиятқа, мысалға да? Неге ол? Осындай жағдайдан кейін барып көбінесе кетіп жатады да. Енді білмеймін мен оның ішінде себебін, бірақ кімде бұны Абрахам Маслоу 1930 жылдары бастап бұл тақырыпты зерттеген ғой. Ана бізде мотивацияға байланысты. Сонда айтады ғой, енді адамның базы қажеттіліктері болады. Ол біріншісі жаңағы қауіпсіздік, сосын барып жаңағы белгілі бір комфорты, одан кейін барып білімге деген, басқа деген, одан кейін барып самоактуализация дейді ғой. Сосын жақта Эрик Фром деген жақсы философтар бар, болмаса мынау кім айтылатын, әрдайым айтып жүретін Франклдың темасы бар, бұл экзистенциальная психология дейді. Жалпы адам экзистенция, яғни табиғат, анау жаратылыстың мәнін ол іздеу, түсінген бойынша бұл адамның ішкі настройкасында бар да. Енді басында алданып жүре алады. Мынау көп адамдар енді қарыз деген мәселені көп айтады ғой. Қарыздың зияндары көп шығар, енді пайғамбар айтады ғой. Қарыз адам күндіз қорлық көреді, түнде уайымдайды деген сияқты. Бірақ қарыздың беретін өте үлкен нәрсесі бар да. Бұл анық мақсат. Мен көп адамдармен жұмыс істейміз. Қарыз мақсатқа жеткізеді дейсіз бе? Қарыз анық мақсат. Қарыз құтыламын болды, мақсат болды. Сен қарыздан кетсең, сен басқа мақсатты ойлау табуға, оны бір ізденуге мәжбүр болсын да, ол енді адамның психикасы жалпы өзі қаншалық дайын емес, ол белгісіз. Бірақ адам мақсат жүре алмайды. Қарызбен жүру өте бір комфортный нәрсе. Енді сол бір кейбір сондай нәрселер шешкеннен кейін, жетістікке жеткеннен кейін, қарызын шешеді дейсің ғой. Өзін дәлелдеп біткеннен кейін адамда бір экзистенциялық сұрақтар ол туу заңдылық. Мен кіммін, қайда барамын деген нәрсе. Оған енді кейбір адамдар жауап беруі уақыт болмай жатады, болмаса уақыт деп айтып қойшы. Енді ол ауыр сұрақ қой.
сол сұраққа жауап бермеудің бір амалы оны бір реальностьтан кету деп айтамыз. Шындықпен бір контактқа түспеудің жолы бір бизнеспен айналысу. Кейбір адамдар ішіп кетеді, мысалы үшін саяхат құмарлығы бір қатты андай енді тисе терекке тимесе өтіп қандай өзінің бір хобби ретінде емес. Ол да бір саяхат ненің төбе болмаса бір бизнес екінші бизнес айналысып кетуі мүмкін бар. Ол да енді былайша айтқан кезде мынау үлкен негізгі сұрақты ойламау үшін де бір не ғой. Бір жақсы әдейі дәлелденген, қалай деп айтсақ болады, ресми бір жауап. Не үшін сен онымен айналысып келе жатсың дегенге. Енді болғаннан кейін адамдарда неде жақсы бір Дмитрий Анатольевич Леонтьев деген кісі бар, енді үлкен ғалым. Сол кісі айтады, жалпы адамда өзі бір инициация дейді ғой, мына өмірге посвящение, мына өмірге бір байлаудың, анау студент рингінде бір болады ғой, посвящение дейді ғой. Екі кез болады дейді. Бірінші кезі бұл бізде переходной возраст болған кезде. Ол қандай кез? Мынау дейді. Кейбір нәрселер маған байланысты екен деген түсінген кезде ешқандай бір еркіндігі, ешқандай бір таңдау мүмкіндігі берілмеген балаға бұл өте андай бір тың жаңалық болады да. Енді осы бір еркіндікпен оған түрше баш етмек дейді ғой, осының бір ие болып қалу оған бір өте бір қиын нәрсе. Сондықтан бұл еркіндікке ол дайын болмай шығады. Сөйтті анау бір бунт, бас көтеру, келіспеу, бұл бір осы еркіндікті қалай қолдансам болады дегеннің шекарасын істеу. Бұл сенің айтып отқаның жалпы адамда ма, жоқ әлде біздің қазақтарда ма? Жалпы адамда. Жалпы психикада болатын процесс. Мысалға, психикада болатын процесс ол. Егер мысалға бір таза баласын тәрбиелеген адам, ол бала жасынан бастап оны бір өзімен бір тең сыйлаған сияқты. Енді ол деңгей ғой, әрине, ол енді ол деңгей болу керек. Ол еркіндік болу керек. Ол андай орысша айтады ғой, анау түркіше дейді ғой. Естественно, курал дейштірмес дейді ғой, анау бұл бір әшейін. Адамның өзінің ішінде сондай бар нәрсе дейсің ғой. Адамда бар да ол нәрсеге. Яғни ол жас кезінде белгілі бір кәмелетке жетпегеннен кейін әйтеуір жоғары тұрған біреулерге сүйенеді дейсің ғой. Бұл мен жалпы адам жалпы әке асқар тау деп айтады ғой. Неге? Өйткені әке балаға бір арқа сүйер. Біздің жасымыздағы көп жігіттер әкелері бұл арқа сүйерлік деген не ол? Арқа сүйерлік деген нәрсе бұл бір қабағын түйіп алып, харизманы көрсетіп тұратын нәрсе емес. Арқа сүйер деген нәрсе ол бір мәселе болғанда барып айта алатын, және де одан бір кеңес алып, ары қарай өз мәселесін шеше алатын кезде айтамыз. Оған бізде ол кезде әкелеріміз 90-шы жылдардың бастарында арқа сүйерлікке күштер уақыттар болмай жүрді, өйткені олар ішіп жүрді, жаңағы депрессия болды, басқа болды, жаңағы не болды, ауысып атты, оңай емес ол кісілерге. Тәуелсіздік. Сөйтті де ол негізгі арқа сүйер болмағандықтан жалпы көп варианттар кетеді. Бірінші арқа сүйер бұл біткеннен кейін бұл басандар болады. Жақын жерде сәл бұзықтыққа баратын себептері сол, өйткені арқа сүйеді. Ол жерден өйткені адам баланың бір шектелуге деген қажеттілігі бар. Границасын білу керек қой, қай жақтан өйткені енді ол өмірде границаның бір белгілі бір не бар, шекара бар, мына жақтан болып болмайды. Бұны негізі көрсететін әке. Сол үшін әке сәл айбатты болады. Ана көрсетемейді. Ананың ұрғаны ол не сияқты ғой. Ол әке болмағаннан кейін екіншісі бұған братандарға іздейді. Өйткені ол сол бір жамағатты олар. Бірақ басқа бір вариант бар, бұл Құдайды іздейді. Өйткені Құдайда бір үлкен негізі Құдай бұл әкенің рөлін былай айтқанда образын атқарады ғой. Маған мен сол үшін жас кезімнен бастап жалпы Құдайға бәлки де соны іздеп барған шығар, білмеймін мен. Балам ғой енді. Ол бейсаналы түрде болатын нәрсе ғой. Одан кейін ба бүгінгі таңда мысалға біздің зерттеулерімізде бүгінгі жастар, Құдайға сенген жастарда Құдайға деген қорқыныш бар да. Өйткені қорқыныш бірінші кезекте бұл Құдай ол үшін бір диктатор. Өйткені әкенің рөлін атқарып тұр ол. Психологиялық тұрғыданшы. Әкенің атқару керек жұмысын атқарып тұр. Оған сен мейірім анау деген әңгіме өтпейді, ол қиын. Мейірім жоқ. Олар бүгінгі таңда қарасаң жастарда Құдайды бір мейірімсіз ретінде қабылдайды. Ол солай. Өйткені ол сонысымен керек те, Құдайдың сол жағы керек оған. Оны әкесінен алып. Ол аналық махаббат негізі Құдайда бәрі бар ғой, енді Құдайдың несінде Құдайдың бүкіл сені орайды ғой, енді 360 градус орайды ғой. Бірақ саған сол жағы керек қазір бала кезде. Өйткені тоқтау керек болады. Егер оны істей алмаса, білесіз ба, қалай тоқтатады адам өзі? Не психбольницаға түседі, немесе түрмеге түседі. Ол да бейсаналы түрде мені тоқтатыңдар деген сигнал негізі. Өйткені балаға сол керек. Айтайын деген сен бірінші инициация, мына өмірге деген байлау, өмірге деген бір арнайы бір қабылдаудың бірінші этабы бұл осы. Сенде
кейбір нәрселер менің қолымда екен ғой, кейбір еркіндік менде бар екен ғой деген түйсіктің бір ойдың келген кезде, және бұл өте ауыр ой, өте ауыр нәрсе. Сол кезде кетеді. Переходной возраст деп отырмын, бұны бәрі біледі. Сосын екінші кезең, бұны біз кейде кризис среднего возраста дейді. Бұл бір 30-да басталар, бәлкі 35-те басталар. Әркімдер қалай? Менде бұл 35-те басталды ғой. Бұл мынау. Кейбір нәрселер маған байланысты емес екен дегенде. Мысалға. Сен кейбір нәрселер саған байланысты емес. Сен баяғыда анау юношеский максимализм деп айтамыз, бәрі менің қолымда келеді. Ойлайсың сен, мына мақсатқа жетемін, ананы істеймін, мынаны істей аламын, там Қазақстан сборной тренері боламын, мықты ғалым бола саламын, спокойно имам бола саламын, спокойно там кәсіпкер бола саламын. Анау жоқ қой, торымыз жоқ. Жалпы негізі бізде миымызда енді көп қой несі, бірақ бір айтатын болсақ, бір екі не бар, нақты теменная дуэль, арт жақ. Бұл жерде образдар болады. Кішкентай кезінде ертегі ананы айтылған образ. И нақты предфронтальная кора дейді, нер. Бұл жерде бізде бұл ақыл, ойлау, жоспарлау келеді. Осы екеуі арасында байланыс 25 жасқа толық келеді, қосылады. Мен бір ойлап қоямын, пайғамбарымыздың 25-те үйленгені сол шығар депші. Өйткені толық қанды не қылады. Бұл менің толық дамытың сөз емес, ол бар еді. Бұл байланыс жоқ еді. Ал 25 жасқа дейін мынау образ бар, торымыз жоқ. Сөйтті қарасаңыз, ақымақтық жасап қойдың себебі сол. Бастайды, білім бар, бірақ сұямай қалады. Өйткені әлі ми дамымаған, қатты оған дейін. Кейбір кезде кетеді да, сол күй адамдарда жаңағы не болмағаны соңы қосылмайтын да шығар. Менде солай болған шығар. Жарымес айтады ғой. Жарымес деген бір жағында қарасаң, жартысы бар, жартысы жоқ деген ғой. Сонымен неге барады? Бүкіл әлемде мен қалған нәрсемде бола аламын. Еще қазіргі заманда, мына заманда енді осы бір поқламақ дейді ғой, бір осы бір нәрсені қатты береді да, сен қалаған адам боласың, нәрсе боласың деген шектеулі деген жоқ. Сөйтеді да кейін бірақ 35-тен бастап бұл ерте жасы, кейбір адамдар бас істемейді, осы бір 50 жаста, 60 жаста болатын шығар. Ол түсінеді. Өйткені ол өмір саған бағынбайды, өмірдің бүкіл нәрсе саған істемейді. Мен сізге әсер етемін. Сіз мен сияқты толық мен сияқты ойлағандай болмайсыз. Мен сіз сияқты болмаймын. Бұл шындық. Әркім өзі, әйелім мен сияқты болмайды, балам мен ойлаған сияқты болмайды. Әркім өзінің бір несі бар. Осы шындықты түсіну, қабылдау бұл екінші кезең. Анадан да қиын ол. Өйткені сен ойлан, саналы түрде өз өмір сүрген 15 пен енді 35-те келді айтайық, ерте келді айтайықшы. 20 жыл бойы сен море поколение болып жүрген адамға бұл даналық. Екінші даналық осы жерде келеді. Мен бір ойым, пайғамбар 40 жаста сол келешекте өзім ойлап қоямын ғой, менің үшін таяз бір нем ғой енді. Өзім пікірім да. Жақсы. Сондықтан да 40 жаста көп жерде, көп елде біздің Қазақстанда солай президент болу үшін 40 жасқа толу керек дейтін де сол шығар деп мен өзім. Ол солай ғой. Сондықтан да бұл бір жауапкершіліктің толыққанды адамның мойнына сіңуі, кейбір шектеулерді қабылдауы, бұл бір осы 40 жастаға осы кемелденген шығар деп ойлаймын. Пікір айту үшін, бір қоғамға пікір айту үшін, мысалға тіпті діни адам болып пікір айту үшін ол адам 40-қа келу керек. Мен ойым сондай аға. Өйткені қазір енді саған да осыны құдайға шүкір подкаст енді 15 мыңға сен материалсың, микрофон тұрады. Примерно 100 мың теңгеге саған бір 100 ролик істеп береді да. Өйстіп подкаст қойып артынан музыка қойған адамдардың бәрін қазір біз пікірін мықтап қалдық қой. Бір-екі хадис, бір-екі ғалымды айтып жүреді, бір-екі арабша дауысы ға деген дауыс келетін деп. Айын жақсы шығарады. Айын жақсы шығарадылар айтады да. Одан кейін ойлап қаласың, мықты екен деп. Бірақ қарап тұрасың анау енді құрсын, мен енді ғалым емеспін ғой діни. Бірақ мен дінмен етене араласып жүргеніме міне 25 жыл болды биыл. 25 жыл. Өзімнің деңгейімде. Бірақ өзімнің деңгейімде болғанына қарамастан кейбір нәрселерді мен енді көбірек зерттеген, өзімше маған керек болған нәрселерге, нәпсіге байланысты, басқа байланысты. И ойланасың да, это как бы анау айтып дұрыс, ол бір жағы ғана да. Сондықтан мынау неде жалпы философия деген бізде бір бос әңгіме деп қалды, фила деген сөз бұл бір сүйіспеншілік, софия деген сөз бұл даналық қой. Даналыққа деген сүйіспеншілік қой қарасаң. Бір келген нәрсе пәлсапасы бар. Мынау бір кейбір осы неде философияда бар да, умозрительная философия деген бар. Умозритель деген сөз күнделікті өмірден қарап, мынандай екен деп ой пікір істейсің де. Сенің субъективті көзқарасың. Соған байланысты хадис оқисың, соған байланысты Құран оқисың, соған байланысты аяттарын қарайсың, соған байланысты бір қиссаларды көріп аласың да, сенің ойыңа, түйсігіңе жақын әңгімелерді шын бірақ саған жатып тұр, нәпсіңе жатып тұр, ақылыңа қонып тұр, былай қарасаң өмірде болып тұр. Ол бірақ саған ғана тән нәрсе. Ол сенің әкең сияқты ішкен адам болу керек, сенің мамаң сияқты ұрған адам болу керек, суық адам болу керек, сенің атаң сияқты аталарың болу, ген болу керек, сен қан болу керек та. Сен сияқты адамға ол бірақ сен сияқты адам болмайды ғой, бір адам екінші болмайды ғой. Сондықтан бұл саған ғана жұмыс істейді. Сен бірақ сенесің.
басқаларға жұмыс істейді деп жаңағы философияда не бар, солипсизм деген бар. Солипсизм деген сөз менің басымдағы идея бұл шындықты қабылдайды ғой. Басқа шындық қызық емес, басындағы шындық. Маған менің ойымдағы өмір солай деген сияқты. Бұл ойлайды бұл адамдар, шынымен де ойлайды. Вот мынау дұғаны ойласам, қарыздан шығамын, мынаны бүйтсем андай болады. Шынымен оған түсіп жұмыс істеп тұр, солай болып тұр. Ойлайды, елдің бәрін айтқысы келеді. Вот, а екіншісі бар, бұл объективный реализм дейді. Вот шынымен қарайсың, мынау оны сенің геніңе, дініңе, иманыңа, жынысыңа қарамайды. Вот сен мысалы үшін қазір ыстық суды жаңағы кешке қарай ваннаға тұзбен түссең пайдалырақ деген сияқты әңгіме да. Ол сен намаз оқымасаң да оқымасаң да қандай болса да соған пайдалы болады деген сияқты ғой. Бізге енді кейбір осы нәрсе жетпейді. Вот менің ойымша бұл менің субъективті пікірім, бірақ мынау 40 жасқа осы адамдар осы бір даналыққа, осы бір есеюге жететін сияқты. Ол қандай? Кажется, мен айтып тұрған нәрсем ол шын емес. Жаңа кім имам Ғазалидің қазір жазып едім, ана келесі кітабыма бір не бар, сондай не қоямын да, өзім түртіп алып отырамын, өткенде бір оқығанда кімнің имам Шафи айтады, өзі ненің білім деген нәрсе 4 нәрседен тұрады дейді. Бірінші есікке барған кезде ол ойлайды, мен бәрін білемін деп ойлайды дейді. Екіншісінде ойлайды дейді, мен кейбір нәрселерді түсінеді екенмін, кейбір нәрселерді может өткізіп алдым деп. Үшіншісінде ол ойлайды, ол мен өткізіп алған білмейтін нәрсем көбірек екен деп ойлайды. Төртіншісінде мен ең надан мен екенмін деп ойлайды дейді, бұл имам Шафидік. Енді бізде енді психологияда эффект Даниэл Крюгер дейді, енді басында аз білім бар адам өзін данамын деп ойлайтын деген. Сол жас кезде ойлаңыз, осы бар, сен білімің аз, екінші сенде университетке максимализм ұрып тұр, әрине бірақ сен сеніп тұрсың, сен бұл жерде сенің ықыласыңда гәп жоқ. Иә. Сен шынымен сол ойлап тұрсың, шынайы ойлап тұрсың, сен 1 грамм арам ойың жоқ. Сондықтан айтайын дегенім жаңа неден келеді ғой. Осыны үлкен құбылыстардың бәрі түйілетін кез осы бір сол жаңағы бизнес. Өзі жаңа қарасаңыз, жаңа гольф ойнап кетті анау деп айтасыз ғой, ол 35-40 жаста болады. Бұл бір табиғи бір не? Бұл қызығы, бұл тек қана былай қарап тұрсаң, бір дүние тапқан адамдар емес та, мынау оғыз айтып жүргендерді байқап отырамын да, мысалы мен білемін да 90 жылдардан бері жаңағы. Солар өзі 40-50-ден кейін көп жоғалып кетеді да. Не істеп жүрсің? Сопылық кетіп қалдым. Руханият деп жүрмін. Басқа қалдым. Сен әубасы сен бізге халыққа құдай деп жүрің ғой. Енді ол қарасаң 40-тан кейін өзін айтып жүр да. Иә. Басқалар, иә. 40-қа дейін ол басқа біреу айтқан да. 40-тан кейін өзін айтқан да. Даналық сол жерде ғой. Сонда адам ол 40-қа дейін келмей, ол даналық адамға қона бермейді екен да. Ол бір ерекше бір Құдай тағала бір ерекшелік бермесе өте қиын. Мен ойым сондай шынымен де. Мен қазіргі енді 39-дамын ғой, әлі 40-қа толған жоқпын, бірақ мен осы процессті мен саналы түрде өттім. Өмірде көп процесс өткізіп алдым. Бірақ осы процессті мен шынымен де орысша деп проживать етіп жатырмын да. Хижримен сонда бір 40-қа толып тұр ғой сонда, бір жыл қосылады ғой. 40-қа толды содан кейін өзгеріс. Әрине, бұны мен кейде әйеліме айтып қоямын, мен ерте дана болып отырмын, даналық келіп отыр, ерте қартайып жатырмын деймін де, екеуінің біреуі енді. Абайды айтады ғой, Хакім Абайда 40 жасында қартайды, қай ойлады, ұлғайды арман дейді ғой. Сондай мен сондықтан енді ол соңғы кезде мысалға сен енді білем осы бір 10 жылдың көлемінде соңғы жылда алып бір жарық етіп шығып жүрдің, басқа қалдың, үйттің бүйті бар. Соңғы кезде сен көп көріне бермей қалдың да. Бұның сыры неде? Енді осыған үңіліп осы деп айттың. Екінші бөлігіміз біздің тақырыбымыз көбінесе руханият қой, жалпы енді сол сопылық мәселесі, біздің бабалардың жолы, біздің не сондай да енді. Мәшкүрісіптердің, Ясауи бабамыздың жолы да. Енді сонда мынау руханият келетін болсақ, мынау сенің сол мынау іші от болып жанып, астыңа бір мотоцикл мініп алып, ел аралап, жер аралап, Құранда да айтып бар, жер бетін көріңдер, аралаңдар дейді, ғибрат алыңдар дейді. Сөйтіп бір таулардан кетіп бара жатқан уақытта, сол жерде бір тауға соғысты дей ма, басқа елдің алдында небір аңыздар бар. Өзің туралы да. Бүгін сол туралы енді соған кеп тоқтасақ деген әңгіме бар. Ол көп айтылды ол туралы, бірақ мен енді ол көп айтылғанын білеміз, бірақ өзіңнің аузынан біз тыңдап қысқаша соның несіне қарасақ деген ғой. Қысқаша мен сол не болды, сол қалай оқиға болды? Қысқаша 2022 жылы осы жерден Алматыдан мотоциклға мініп Стамбулға барып қайтып келемін деген идея болды. Құдайға шүкір аман есен жетті. Құдайға шүкір аман есен. Неге ол идея туды, мысалы, неге ол мотоцикл? Сен неге ұшақпен емес, неге көлікпен емес? Енді мотоциклді мінген адам ғана біледі оныға. Ол атқа шапқанмен бірдей ғой. То есть мотоцикл. Мотоцикл мен де жас кезде мінгенмін, өзім мотоциклім болды. Ол қазіргі мотоцикл басқа ғой. Сіздер мотоциклдер, қазіргі мотоциклдер. Жоқ, ол өте бір керемет нәрсе. Аварияға түскеннен кейін де мен
мотоциклмен Европаны араладым, көп әлде не кыламын. Быйыл өкүнүчкө орой быйылгы сезондо бир рет болсо мына калдым. Биринчи сезоным болду, өйткөнү қазір ғылыммен айналысып қолым тимей қалды. Сол ғана айтпесе чатта отырамыз, не қыламыз. Мықты. Менің ойым мынау, мотоцикл байкерлер дейді ғой. Байкерлер қауымы бұл мұсылманның қауымынан әлдеқайда бір күн жақынырақ та, соны көріп мен таң қалғам. Мысалы үшін сен бір мұсылман болды екен деп жарайды дейсің ғой, болды оны сен бір ештеңе демейсің. А бірақ мен бір байкер келе ма? Маған да сондай. Мысалы үшін мен Түркия әлем любой жеріне барамын, мен байкер екенін көремін, байкер сол мені шақырады, күтіп алады, неге бар соны бәрін істеп береді. Маған да мен жолдан көрсем, мен бір түркті, басқа немісті, ол маған әлдеқайда жақын болып тұрады. Ол өйткені ол soulmate дейді ғой ағылшынша, ол рухани жолдас деген бәлкі сол шығар, шыны керек болатын болса. Ол басқа деңгей, ол басқа бір нәрсе. Мен түсінгенім, ол енді оның адреналин бар шығар, басқаша, бірақ одан қарағанда бұл сол бірге мынау кәдімгідей сапар шегуді не сияқты да, пайғамбар саллаллаху денсаулықтарын жақсарады сапар шексеңдер дегенде. Сол сапар шегу. Сол сапар шегудегі бір рухани бір дүниенің бір-бірлеріңе деген бір жақындық шығар. Енді андай ғой, мен қараңыз, мен мысалы үшін байкерді көремін ба, ол сапар шекпесін де мен оны жақсы көріп тұрамын сонысы. Өйткені ол сапар шегетін адам ғой. Білмеймін да, неше екен, білмеймін. Ол жағын білмеймін. Маған қазір бір мысалы үшін енді әрине бір ондай неде қазақпен байкер болса қазақ таңдаймын әрине мен, иә. Мұсылман ондай неде біз таңдау мәжбүр жоқ қой өмірде. Бірақ анаған бір басқаша болып тұрды. Бұл еще андай ғой, табиғи түрде. Мен оны өзіме бола алмаймын, мен барып айтпаймын ғой, сен жақсы көрмей оны сыйлама депші. Оны біз ол іште сондай, енді білмеймін, ол бәлкі футболистер сондай шығар, спортсмендер сондай шығар, мен айта алмаймын, бірақ мен осы байкерлетіп келемін да. Ол сондықтан да бір өте бір әдемі өмірімнің кезекті кезеңдерінің бірі. Соның нәтижесі ретінде жаңа үлкен сапарымдан қайтып кеткен кезде, Қазақстанға 800 км алған кезде, Қазақстанға Астраханға 800 км алған кезде, Чечняның Гудермес деген қаласында мен бір аварияға түсемін. Мен аварияға түскен кезде, трассада кетіп бара жатқан кезде бір көлік үшінші неден бір полосадан бұрылады да, бірден бұрылып, соны соған 50 метр ұшып, ары қарай құрсын бір өлімнен қайтамыз. 50 метр? 50 метр. Енді не бойынша. Бұл санасам 15-20 метр сияқты, бірақ маған 50 метр болып көрінді. Камерасы бар енді, мейір көзәйті ғой. Мен жайлап кетіп бара жатқанмын, мен 50 метр, қуанышымда камераға қарасаңыз 150 кетіп бара жатқан жерде мен ұшып бара жатқанмын ғой. Одан кейін сол енді авария, ол жерде енді қатты кома болды ма, не болды? Клинический смерть болды. Клинический смерть деген бір өлімді көресің, жүрек тоқтап бір не болды ғой. Сосын кома болды 1,5 сағат, одан кейін шықтым да енді. Одан кейін өзгеріс басталды енді бұл. Осы 1,5 сағат комада не болды? 1,5 сағат кома деген бұл не мысалы қазақша айтқанда ол былай болды. Не көрдің? Мен әрбір клинический смертьке түскен адамдар ол сол әлемде болады да. Иә, солай шығар. Квант физикалық әлем дейсің, оны біз бойынша оны арғы дүние мен бергі дүниенің ортасындағы аралық әлем дейміз да. Иә, сондай. Сол әлемде не көрдің? Бізде андай болды. Өйткені сол саған көп өзгеріс берген. Өте көп берді. Иә, өте көп берді. Өйткені ол жердің заман уақыты бөлек болады. Иә. Мен енді машина ойлаңыз, машина бүйтіп келіп резко бұрылған, мен соққанда ұшқам ғой. Мен как раз сол кезде Урфада Ибрахим пайғамбардың отқа атылған жерін көріп, сол жерде мен қатты бір қызықтаған едім де, маған бір қатты ұнап еді сол қатты қызықтап едім сол жерде. Ибрахим пайғамбардың жаңағы мешітіне бардым, ананы көрдім, жаңағы су несін көрдім, барлығы көргенмін, сол қатты қызыққан едім. Я хасбуналлаху ва ни'мал вакил деген соларды түсініп, бір не қылып, сол бір қиссаларды оқып, бір тебіреніп жүрген кезім еді. Қатысы жоқ, бірақ мейір көз айтады ғой, сіз Ибрахим пайғамбарға қатты қызығып едіңіз, сол сияқты ұштыңыз ғой деген заттан кейін. Бірақ мен сен өзің қояды, осы жерде психолог ретінде ешқандай қатысы жоқ деп ойлайсың ба? Жоқ, мен білмеймін, қатысы бар ма жоқ, бірақ мен жоқ, қатысы жоқ деп ойлайсың ба? Білмеймін, аға, мен айта алмаймын. Неге? Өйткені қатысы бар ғой. Хронологиялық тұрғыдан қатысы бар, иә. Болды. Жоқ. Үлкен. Бірақ ол жақта Хазірет Ибрахим пайғамбардың жаңағы отқа лақтырғанын білесің. Ол лақтырғанды жай лақтырған жоқ. Солай емес пе? Ол хасбуналлаху ва ни'мал вакил деген екінші оның жаңағындай негізгі сенім бар. Ал сен өзің іштей сол жаққа барсаң, осыншама Қазақстанның жерінен Ибрахим сол пайғамбарға арнайы ниет етіп барып жатсың. Дұрыс па? Және барған солай сезіммен барған екен де, психологиялық тұрғыдан сезім барған екен де, соның солай сезінгенін өзің жан дүниеге қабылдап отырсың. Қатты қабылдадым. Жан дүние. Ол тек санаңа өтіп жатыр. Және ол санаңа бұйрық болып беріліп тұр. Мен де осындай бір сол не сезді сол жерде. Сол пайғамбар не сезді, соның бір сәулесін сезсем. Сондай шығар.
солай болса керек, иә. Енді негізі солай керек емес қой. Мен негізі солай. Шыны мен енді оны үйтіп бірақ бұны негізі біздің шариғат бойынша бұндайды үйтіп қалама дейді да, тілеме дейді. Оны ғибратын ғана түсін дейді да. Бірақ сондай жағдай бір несі ұқсасы менің басымда да болса екен ғой деп, оны үйтіп пайғамбарларға о жағын алма дейді да. Өйткені оны ауыр көтере алмай қаласың дейді да. Бұл жерде соған бір сондай нәрсені алып қойғансың да. Мен сол ойлаймын, иә. Бұл енді бәлкім да, енді ол білуші бір алла ғой. Мен өз пікірімді айтып отырмын қазір да. Мен де сондай бір қарағанда айтып отырмын. Өйткені мен қазір ғана алғаш естіп тұрмын да. Жоқ, маған почему-то бар ғой, ол өзінің процестің өзі маған қатты не емес, маған қызық емес та. Маған кейінгі ғибратым қатты маған қызық болып отырады. Сосын ұшқан кезде мен 1,5 сағат бойы, мен есімде, мен 1,5 сағат бойы ұштым да. Мен ойымда мен ұшып баратырмын деп ойлаймын, әлі ұшып баратырмын. Бірақ негізі енді 15 метрде қанша рет ұшасың еді. Сол жерде ұшып баратын кезде ана өмірің бәрі сен нең келеді да, айнаның алды өтеді да. Сол кезде ана сіздің жас қойыпсыз ғой, жаңағы тәубе депші. Менде кейін осы тәубе тақырыпты көп не қылдым. Негізі тәубенің жаңағы шарттары бар, өкіну бір нәрсе өтеді ғой. Сол кезде өкіну болды менде. Ана Құранда да сол кезде Құранның неткен өкінішті деген сөзі маған шынымен керек түсініксіз болатын ол. Не деген сөз ол? Сол жерде өтті дейсің. Сол мен түсіндім ғой, анау ойланып көріңізші, енді адамның жалпы кез келген бір эмоциясының шегі бар. Ол шегімнің денесі. Мысалы үшін қатты қуансаң, қатты қорықсаң, қатты шошысаң, сен денеңнің көтере алатын жүгін қаласың да, болмаса талып қаласың болды. Сен сезе алмай қаласың. Енді ойлаңыз, ана жерде сенде дене жоқ. Бір енді білмеймін, ең қатты өкінішіңіз 1000-ға көбейтсеңіз сол шығар енді, өлшеу үшін, одан да қатты болмаса. Енді соншалықты жаным ауырды өкінгеннен. Андай өкінеді. Не өкініш болды? Андай ешқандай бір адам өлтіріп зорлап жатқан жоқпын, ондай өкініш болды. Жасамаған нәрсенің өкініштер, да. Анаған айтылмаған артық жақсы сөздер. Әйтпесе негізі мен былай өмірде бәрі тұтастай келді. Бәрі. Мен андай өмірде енді бір адамда өмір сүрген адам ғой, енді құрсын өліп кетсем де, артынан жазған кітаптарым бар, тәрбиелеген адамдарым бар, жасаған жақсылықтарым бар, соққан нем бар. Құрсын өліп кетсем енді былай бір адамдай бір өлең шығатындай бір жақсы көрген адам бір өлең шығатындай бір өмір сүрдік қой, жақсы жаман. Бірақ бәрі татымайды, өтірік та шын. Сенің мұның нең өкінішің, жасамаған нәрсең, босқа кеткен дүние, анау мен айтпай баға сөзді қарасаң, мен не деген үй соғып отқам сол кезде, қарасаң көп нәрсе бар да. Мен не істегенмін? Он ештеңеге қызық емес, қаншама кітап жазғансың, 145 мың кітап сатылды, оңай емес қой. Не деген нәрселерді біз істедік. Оның бәрі қызық емес болады да. Анау жаңағы баламен, бала-шағамен уақыт өткізе алмадым. Қарындасыма мен көп жақсы сөздер айта алмадым, інімнің бетін сүйе алмадым, анама жақсы не қыла алмадым деген ойлар, бұл деген енді страшно. Енді бұл ойдан ауырлығы соншалық, ойланып көріңіз, ауырлығы соншалықты мен комадан ояндым сол кезде. Шошып кетіп анау енді жаным до того қиналған. Сосын сол кезде біріншісі Ақмаржан деген көмекшім сол кезде енді звондап тұрған, іздеп тұр. Ең бірінші сонымен сөйлескен болса керек, есімде жоқ. Ол кезде менде авариядан шыққаннан кейін менің 10 секунд сайын, басында 10 секунд сайын 10 секунд сөйлесем, түк ұмытып қаламын, қайтадан қайталаймын. Сөйтіп басталады 10 секунд, 1 минут, жарты сағат деп сен сондай. Кейін келді да память. Сол кезде алғашқы сол Ақмаржанмен неға, сол кезде айтатын Ақмаржан, сіз қандай керемет адамсыз деп. Сол кезде мен түсінбей қалған, мен ондай енді қатты нем жоқ еді. Айтамын да, осыны айта алмай қаламын деп өкіндім деп сол кезде. Андай жақсы нәрсені. Сондықтан мен қазірге мысалы үшін сол неден қандай нәрсе алдым десе, мен айтатынмын. Мен қазір ойым былай ойланамын да, маған өкінемін бе, өкінбеймін бе деп ойланам болды. Мысалы үшін істегеннен өкінемін, істемей қалғаннан. Ол нәтижесі бөлек әңгіме. Бірақ енді анық бір жамандық кетіп бара жатқан жоқсың ғой, бұл қарайсың. Бірақ стоит, не стоит бәрде мен ойлайтамын, стоит, не стоит, уақыт жұмсағанға стоит, не стоит деген қазір андай. Менің ойымша ақылыма қисыныма салсаң, не стоит. Бірақ жасамай қалсам өкінемін ба? Мен сол принциппен ойланатын болдым да. Шынымен де одан алған ғибратым маған өте қатты. Мысалы үшін айтса қуаныш. Мысалы үшін мен авариядан кейін почти 9 ай өзіме келе алмадым мен. Өте ауыр процесстер болды негізі, өте ауыр. Одан кейін қайтып келу, маған өте үлкен финансовый шығын болды. Почти мен бір 250 миллион теңгеге өте қатты, потому что жұмыстың барады, обязательством барады. Мен қатты қиналдым. Мен ішінде керек әлемге оны кейбір нелерін сезінемін да. Неге ондай болды деп ойлайсың? Жұмыс қой енді, жұмысқа байланысты жауапкершілік бар, анау бар. Сол ба, жоқ әлде сенің сол жердегі рухани әлемдегі проблема ма? Білмеймін, мен финанста көретін жағын ғана білемін да. Бірақ айтсам маған, қуаныш, қара, сенің қазір проблема болмайды. Проблемаң шешіледі сенің. Өйткені сен аварияға түспейсің. Авариядан сен алып тастайды адамсыз, проблема жоқ сенің. Бірақ сен авариядан кейін алған түйіндерің, сабақтарың да кетеді сенен бірге. Десе мен айтарым, қайтадан аварияға түсейік.
мен сондай маған үшін інім кейде дархан ренжиді, ол айта бермеші айта бермеші сосын дейді. Мен айтамын енді құрсын бір рет қажылыққа барып келген адам, бір рет Эйфель башнясын көрген адам, бір рет Тур де Франсты көрген адам, бір рет үлкен бір нәрсені көрген адам өмірі қайтып жүреді да. Өйткені ол күніге оқыған нәрсе емес қой. Мен құрсын Тур де Франс басқа емес, мен енді өлімді көрдік қой деп айтасың, оны айтатын нәрсе конечно бір несі. Бұл бірақ менің ғана бойымнан өткен нәрсе, басқа біреу түсінемін. Мысалы үшін маған біреу айтса өтпейді бұл әңгіме. Мен содан кейін түсінген нәрсем мынау да, біреуге өтпейді сен әңгімең. Сол бір шындықты қабылдадым мен ше, өтпейді ол әңгіме. Енді ол бір жаңағы мамам айтпақшы, мүшел жаста кезде болды деп, көп енді бұны бүйтіп сіз сияқты қараса да болады тереңнен. Ол комада сен бір ар жағын не көрдің? Ар жақ көрген жоқ, маған үлгере алмай қалдым болсын, көрмей қалдым, өкініп жаттым ол жақта. Не даяда болды, мен періште көрген жоқпын онда кинодағыдай болған жоқ. Мен өкініп сол жерден ары қарай өкінгеннен оянып кетіп тұр ғой, бері жағынан өкініштен қайтып отырып қой. Жаңағы ашқаннан қарап қалғаным сол ғой. Сондықтан Абай айтады ғой, өтірік шағым толды ғой, өкінетін уақыт болды ғой деп. Мен сол түсінбейтінмін. Осыдан кейін мен түсіндім Абайды сонымен. Өтірік шағым толды ғой, өкінетін уақыт болды ғой. Өйткені мынау қазіргі мен психология дегенге келіспеймін. Жалпы енді психологпын деп жүрген деп айтайықшы. Оны мен инста-психологтар деп айтамын. Өкіну туралы бір кез келген негативный қорқынышпен күресу деген әңгіме айтады. Мен өзімізде бәлкі басында айттық, бірақ мен райынан тез қайттым оқып жатқан кезде. Кез келген негатив нәрселер бұл жақсы нәрселер да. Жаман жағы жоқ. Жаман жағы да бар, жақсы жағы да бар. Құдай құрдан құр жаратқан жоқ қой нәрсе. Мына өкінішке байланысты өкінбе, бізде өкіну бір ақымақтық, просто саяз ойлаудың бір белгісі сияқты көрініп қалады да. А бірақ өкіну бұл өте не үшін өкінуді қорқытатын? Өйткені өкініш деген бұл өте үлкен күш бұл. Бұл энергия. Ана неде энтропия дейді, неде ше, бұл физикада. Бұл бір андай еркін хаос энергия. Бұл өкініш өзегіңді өртейді деген сияқты. Бұл сондай өзегіңді өртеп жүруі мүмкін. Бұл сен өзіңе қол салып жүретіндей нәрсе. Бұл сондай ауыр күш. Сондай. Бұны сен дұрыс жаққа жұмсай алмасаң, дұрыс жаққа икемдей алмасаң, бұл сені құртады. Ол жағынан қарасаң, шынымен де өкініш бұл қатты нәрсе. Бірақ егер айтсаң, өкінем, келесі жол бітем деп айтсаң, болды. Ол анау күш соған кетеді, келесі жолдан кетеді да. То есть өзгеріс бұл өкініштен басталады. Міне шынымен мойындайық. Міне сен таң намазға тұрасың, тұрамай қалдың ба? Жоқ, сен өкін. Тәубе. Өкінгеннен кейін сен тәубе етуге есік ашылады. Өкінбей жатып тәубе ету деген кім Жүсіп Машһүр атамыз айтпақшы, белшесіне басып күнә жасамаған тәубе етуді білмейді дейді ғой. Енді мына жерде айттық қой, ең бірінші тәубенің қақпасы ол өкінуден басталады. Өкінуден басталады. Бұл шынымен де бір сезіну керек те бұл нәрсені. Сезім да. Өкін сен. Сезім. Өкін, басын сен ұрмайын, ондай емес енді. Бірақ сен сезін. Бекер деген нәрсе де анда бізде бекер деп айтуға болмайды деген біздің исламның несін алып алдық. Ол басқа бекер, мынау басқа бекер. Бекер кеше ана бір жігітпен кездесіппін, соның кесінен кеше аттым, мен таң намазға отырып қалдым. Вот ойлан соны сен. Бекер істеп. Бекер ана жігітпен кездестім, ішіп қойдым ары қарай мен соны. Бекер өткенде әйеліме барғанда мына бүйтіп жатқан кезде мына сұрақты қойып едім, сөйлегенде бекер ұрыппын деген болмайды. Болды, бірақ бекер мен анау давать етіп мына жақта барып сөйлесе салу керек еді. Сонда мысалы үшін ше бекер ана, то есть ол осы бекер, андай бекер емес, андай өзін бекер алатын бекер, ондай емес, мынау бекер. То есть өкіну ішіндегі бекер. Ол өкініш деген ол бір не ғой? Өкініш бұл адамның трансформация болатын жерінің бірі да. Өкініш ше. Сол өкініште кез келген сезім болады. Бекерінде болады, анау болады, өзің басында ұрыңда келіп тұрады, быт-шытып тұрасың. Сол бірақ күштен, мынау сөз айтсаң, ол енді мен өзім, мен басқа біреуге де көмектесіп жүр. Келесі жолды мен сағат 8-де кейін мен ешқашан кездеспеймін болды. Үйде боламын мен. Міне, авария болды, анау болды, мынау болды, жаңағы ұйқым бұзылады, енді басқа болады. Мен бір таң намазды бір орындаудан, жаңағы имам Шафи айтпақшы, орындағаннан орындамаған көп болды деген, соны байқаған кезде енді ауыр не болды, енді өзі неде еді болып жүрді, ойлайтындай өзі шамамда жетпей жүрді да. Сол бір жылдан асты енді. Сол байқадым, мен қойды болмайды мынау. Жөндейік, ұйқыны жөндейік, анау сөйтіп қарап анализ жасап отырсам, негізгі мен таң намаз оқымауының себептерін сен үйге кеш келуің. Енді сағат кеш келсең, кеш ұйықтайсың да енді, бала шаға бар, анау басқа бар. Міне сенесіз ба? Бір жарым жыл болды ма? Мен сағат 7-ден кейін мен бәлки 2 немесе 3 адаммен ғана кездестім болды. Мен кез келген кездесуде мен күндіз ғой, баяғыда біз кешке шай ішіп, мынау достар, сұхбаттар, нәрсе, түнгі деген. Мен аны түсіндім де, түнгі әңгімелер тәтті болады. Түнгі әңгімелер қызық болады. Бірақ түнгі әңгімелер байқасаңыз, оның жүзеге асу конверсиясы өте төмен да. Сол әдемі гәп, сол гәп жерінде қалып кетеді болды. Мен соны түсіндім. Сондықтан да мен кез келген бір жұмыс болатын болса, мен айтамын, завтрак ішейік, обед ішейік, все.
мен кешке қарай мен алтыда одан қайтып мен бала шағамды сайтап кетейін, сабағымды оқиын. Жұмысқа қазір бір жақсы жер әйтеуір магистратурам бар, сабағым бар. Ол мысалы мен 1,5 жыл болды. Мен кешке қарай не қылмаймын. Вот осы өкініш арқасында деп ойлаймын мен. Ол да әрине сенің бір, бірақ мысалы үшін мен былтыр қарасаң мен таң намазымды оқуым 99,99%. Да. Өйтіп болды 1-2-3 өйткені байқамай қалған соң уақыт өтті, бір рет сонда болды, өзім ақымақтығым енді. Бірақ ұйқы үшін бәлки 1 рет болды, бәлки 2 рет болды. Өйткені ол осы өкініштің арқасында. Сондықтан тәубе ету дегенге мен жаңа неден келіп отырмын енді, бұл енді психологияны зерттегеннен кейін ішкі структурасын зерттеген келді ғой. Өкініш бұл осы авария мен Абайдың осы сөзін түсінумен маған мысалы жеткілікті болатын еді. Өтірік шағым толды ғой, өкінетін уақыт болды ғой. Иә, біз әйтпесе танамас тұрмай анау болды, бір нәрсе үлгермей жүрмін, қарап өкін, сен қалған өкін. Мен ойымша бұл менің ойым енді, әрине бұл енді қаншалықты біреуге. Ал енді сол уақытта хасбуналлаху ва ниъмал уәкил деген Ибраһим алейхиссаламның сол дұғасын айта алдың ба? Мен тіліммен өкініштен қолым тимей жүрді, ішіне келіп. Бірақ айтқан сияқтымын, білмеймін енді өзім, бірақ енді негізгі фон өкініш болады ғой енді. Негізгі фон өкініш болады. Бірақ бәрібір бұл да сенің өміріңе үлкен бір өзгеріс, жаңа бір белеске келуіңе, есеюіме әсер етті деп ойлаймын. Оянуыңа. Иә, 100% мен. Өйткені мен бұрынғы қуаныштан қарағанда мен оны көрмей тұрмын да, бұрынғы қуанышты. Қазір мына жерде ескі қуаныш, жаңа қуаныш деген. Жаңа қуаныш деген сияқты, жаңа бір жаңа қуанышты көріп отырмын да енді. Қуаныш. Адамның есімі өзінің есімі өзіме қатысты болады ғой жаңағыдай да. Бір жаңа бір қуаныш көріп отырмын да. Сондықтан жаңа туғандай сияқты, иә, шынымен аға, ол өте бір керемет нәрсе. Ол жақта комадағы, тіпті ұшып бара жатқан уақытындағы бәлкім бір секундтар болуы мүмкін да, бірақ оның арғы жақтағы әлемінде бір өмір тұр ғой. Ол жақта бір өмір сүріп келдің да. Шынымен аға, сыртта 1,5 сағат болды дейді, негізі ол 1,5 сағат болған дейді. 1,5 сағат деген оянғанмын да мен. Ол енді психологсың бір жағынан да, сенде кашатаны кері айналдырып жаңағындай да, оны бір күні қарасаң да болады да. Сол жерде не көрдің, не қойдың, Құдай Тағала не көрсетті, не деді, хасбуналлаху ва ниъмал уәкилдің ол жақтағы хикметі не болды дұғаның. Енді Алла Тағала сол дұғаны қабыл қылған да. Иншалла. Қабыл қылып, иншалла, сол Ибраһим алейхиссалам дұғасы әрқашанда қабыл. Және осы хасбуналлаху ва ниъмал уәкил деген осы бір дұға адамның екі дүниесіне жететін дұға. Иншалла. Мен сол ойлаймын. Екі дүниесіне жететін дұға да. Ол сенің тек қана бір ол жақтағы бір не емес та. Сондықтан сол дұғаңды иншалла Алла Тағала қабыл қылғанның себебімен бері қайтадан қайтарған да. Мен сол ойлаймын. Әйтпесе бұл сол жерде сен енді оңай нәрсе емес қой. Былай себепке салсаң өліп кетуің керек та. Өйткені мен негізі қарасам мен 160 теңге соққан болам мотоциклге ана адамды. Ол былай қарағанда сен физикалық тұрғыдан айтсаң, кез келген физикалық тұрғыдан айтсаң, ол мүмкін емес та. Өмір сүру мүмкін емес ол. Дархан інім айтпақшы. Дейді Қуаныш мырза дейді. Маған сіз деп сөйлейді ғой. Мен сіз өліп кетемін деп қорықтым дейді. Дүние үшін емес, сен ақыреттің үшін қорықтым дейді. Мен айта алмай жүрген ғой, мен білмеймін енді. Құдай несі ғой. Ақыреттің үшін қорықтым сіздің ішіне керек дейді. Сол сияқты айтпесе мынау нәрсенің бәрі проблема жоқ қой дейді, құрсын. Ол дүние деген не ол? Жоқ, былай қарасаң, ол бір мотоциклден құлаған сияқты нәрсе, бірақ ол мотоциклден құлау емес ол. Мен де өзім талай құлағам да, бірақ сен мүлдем басқаша да ол. Бір мен нені соғып, ол таудың ішінде ме басқа да ол айдалада үдірмес деген құрсын. Жолдың 20 метр, 30 метр, 10 метрге ұшып кетудің өзі, ол удар алып соғудың өзі, былай қарағанда оны екінің бірі сезінемін дейді. Енді анау былай қарағанда Алла қазақша Құдай қақты дейді да, Құдай қақты дейді. 100%. Және ол сенің бір Құдайдың алдында бір өткен бір нәрсең бар дейді да, бір амалың, бір ниетің. Қазір не қылмай қойын, ол детально айтып қажет жоқ, бірақ қазір Тбилисиде жүрген кезде бір енді өзімше бір өте үлкен орысша болды, айтады ғой, благородство дейді ғой енді, бір өте бір әдемі бір амал жасағанымды інім көрді. Аллаху акбар. Інім көрді. Оны мен байқаған жоқпын өзім, қатты бір назар аударған жоқпын. Көшеде қалып кеткен қазақтың қызы бар екен. Көшеде қалып кеткенде енді гостиница сол сезонға түсіп қалған ғой, несі отмена беріп. Соны мен өзімнің номерімді беріп, Дархандарға барайын деп істеп. Сондай болған еді да енді. Солай болған. Соны Дархан көрді да бір не қылды. Бір арам ойсыз,
бір ешқандай шын ниетпен жасағанымды көрді ғой, мен көзінен байқадым. Кейін айтады, осы солар үшін Құдай берді ғой сен деп айтты. мүмкін, өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи мынау аз садақа бәлені қайтарады дейді да. Ол деген сөз, соны тағдырға салсақ, сенің тағдырыңда өлу бар дейді да. Мысалға ғалымдар айтады, жылан шағып өлейін деп тағдырың жазылған дейді. Сол уақытта сен садақа беріп бір жақсы амал жасаған уақытында дейді да, елге, халыққа пайдалы бір жасаған уақытта Алла үшін, соны Алла тағала алып тастайды дейді да. Ол жыланның бетін қайтарып тастайды да. Сөйтіп сен негізгі тағдырыңдағы нәрсе түсіп, яғни қуаныш жонбай ары қарай өмір сүреді деген негізге түседі дейді. Ғалымдар айтады да. Сондықтан бұл дүниенің барлығы тектен тегін емес. Бірақ бір жағынан бұл амалың тек қана ол сол жерден ғана құтқару ғана болған жоқ. Сенің өміріңе жаңа бір қуаныштың келуіне. Анау мысыққа су берген әйел сияқты ғой енді. Сондай болған. Мысыққа су берген әйел сияқты ғой. Сондықтан да бәлкім сен бұрынғы қуаныш болса, мен бұлай сөйлесе алмасам, бұдан кейін сөйлесу. Енді аға, бұл Алла тағала хади деген аты бар ғой, бұл даналықты қайда кім қадан беретінін ешкім білмейді ғой. Сондықтан да енді маған да осы ұнайды. Шыны керек, менің қазір сырттан қарасаң, өзіңіз айтып отырсыз ғой, баяғыдағы жалпылап тұрған қуаныш, бұл енді ол жоқ. Табысым шыны керек әжептәурінге өзгерді. Азайды деп айта алмаймын, көбейді деп айта алмаймын, бірақ өзгерді. Одан кейін барып, жаңағы авариядан кейінгі менің міндеттемелерім бар, енді ол біраз мені күтпеген бір неге шығындарға мені ұшыратты. Өйткені емделуім бол, басқа бар енді, ол үшін менде как раз үйде үй соғып жатқан, енді ол бәлки не қыла береді ғой. Былай қарасаң, енді баяғыдағыдай стадион жүріп жүрген қуаныш жоқ, сырттан қарасаң. Бірақ қазір мен ең бақытты сәттерім осы да. Мен анаған барғым келмейді қазір. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе бар ғой. Сен физикалық тұрғыдан табыс деп ойлайсың да, бірақ ол ислами түрінде табыс деген тек қана береке деген нәрсе, ол физикалық нәрсе емес. Сен мысалға, сен одан кейін пәленбай шығын болдың дейсің, 250 миллион, 300 миллион шығын болды дейсің да. Ал бірақ сен өзіңнің толысу, жұрттардың қанша миллиардерлердің жете алмай жүрген бір белгі, ішкі сезім, ішкі түйсік, ішкі жан тыныштық, олар оны 1 миллиард долларға да сатып аламайды мысалы. Бірақ сен оны 300 миллионға бәлкім сатып алып отырсың ғой. Сонда сен бұл жағынан әлдеқайда табысты болып тұрсың ғой. Енді ол мен айтайын деген сен, менде өкініш жоқ, менде бәрі жақсы. Мысалға деймін да енді. Бірақ сырттан қараған адамға ол сөйтіп ойланады. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой. Бірақ сен сырттан қараған адамға бойынша кәсіпкер адам болу бойынша өмір сүрмейді ғой. Еш қызық емес. Маған айтып бар ағаш анау өткенде. Қалай бар анау хусни ислам деген бар ғой, хадис ше анау. Адамның исламдығының көркемдігі ол өзіне қатысы жоқ нәрседен мұрын сұқпайды деген ғой. Өзіне қатысы жоқ нәрселермен араласпайды, тастау дейді да. бас тартады. Мысалға мен жұрттар не деп ойлап отыр, не аласың жұрттар не деп ойлап отқан да. Осы хадисті мен былтыр оқыдым. Жұрттан ұят болмас. Не аласың жұрттан ұят болмайды. Кім ұят? Жұрт кім? Қай жұрт ол? Былтыр ноябрьде осы хадиспен таныстым мен. Осы хадиспен таныстым. Тәркім мәлі яғни дейді да. Саған қатысы хусны ислам дейді да. Қатысы пенал ғой енді. Сіз айтасыз қандай официальный несі? Яғни қазақша айтқанда исламдағы ең әдемі нәрсе өзіне керек емес нәрселерді тастау дейді да. Адамның исламы. Өзіңнен таста жібер да. Таста жібер да. Мен жұрттар не деп ойлап қалады. Анау деп, таста, не істейсің оны? Сен мына жан дүниең тырысып болмай тұр ғой, тастасай. Сол тастағанда сенің жүрегің сол кезде тазаланады да. Сонда сен бір мына суды ішсең де осының бір шүкіршілігін сезген уақытта сен өзің нығмет бересің да. Мен бір басқаша түсіндім мен бұл хадисті. Ибн Арабида айтады да, мысалы, Ибн Арабида береке деген ол саған тек қана дүниелер емес қой дейді да. Береке деген ол саған берген ауаң, жұтқан ауаң, айналаңдағы ағайын, тәуелсіздігің, елің, жұртың осының бәрі Алла тағала саған беріп қойған. Бұл хадисті басқаша түсіндім да, мен былай жаңағы өзі айтып ғой, пікірталасыңыз сияқты. Мен былай түсіндім бұл хадисті. Мен жалпы өзім гиперактивный адаммын ғой өзі. Гиперактивный болғаннан кейін саған қатысы бар, қатысы жоқ, сұрасын, сұрамасын бір адамға пайдалы болғым келеді деген желеумен мен жаңағы саған қатысы жоқ жаңағы тәрк ету тұрмақ. Мен өзім барып араласып алатынмын мен. Сосын мен бұл хадисті оқыдым да, бір-екі несін қарап көрдім, қалай бұны несі айтқан екен. Сосын Ибн Нававидің несінен келмесін қарадым дедім. Сосын мен былай түсіндім. Енді бұны мен біреуге дәріп татқан жоқпын ғой. Сондықтан мен өзім қалай түсінсем де өзім білемін ғой. Өзің бұл бір оның мағынасы терең ғой. Әрине ол исламның 4-тен бірі дейді бұл хадис. Ол біз шетін ғана айтып отырмыз. Ол үшін бөлек бір тақырып бар. Мен
былай түсіндім. Сен Қуаныш бірінші өзіңмен айналысып ал. Өзіңнің немен. Бірақ мен негізі бұған дейін мен хадиспен амал қылатынмын. Жамандық көрсіңдер, сендер қолмен жөндеңдер. Қолмен жөндей алмасыңдар, аузыңмен жөндеңдер, аузыңмен жөндемесең сен жүрегіңмен не қыл деп ше. Тәрк етті ғой. Осымен сөйтін. Бұл амал, бұл хадис маған бір өте бір қандай бір ориентир болып жүретін. Сосын тисе терекке тимес өте әркімге бір араласып, бананы айтып түзеп сөйтіп жүретінден бар еді. Енді осы хадисті қатты түсінгенде шала молда діннен шығарады дегенде өзі бір мен осылай түсініп жүрдім. Кейін мынау хадис болған екен қостым мен. Иә. Ойладым, так, сенің өміріңе қатысты нәрселерді зиян көр, жамандық көрсең, қолмен өзің өміріңе қатысты. Ол өзің өміріңе менің отбасым, мен әке-шешем бітіп қалды ол тема. Мен әке-шешеме қолмен істеймін, мен олардың қабағын, мен мамам сұрады ғой, білдіреді ол жақтамай тұрған. Мен әңгімем бәлкі де мен дарханға ініме, ол сөзбен, ол қолмен жөндемеймін мен оны. Мен мамаға, әке-шешеме, нәрсе болса, мен максимум айтатын нәрсем дұға тілеймін мен болды. Дархандарға мен ініме айтармын. Оны күтіп жүріп айтамын мен. Вот қасында бала шағама өзім айтамын, сол бала айтудан андай деп. Мен солай түсіндім. Бұл өте үлкен нені талап етеді. Мысалы үшін мен соңғы кездері маған оқып жүрген намазым жүрген жоқ маған. Байқаймын, что-то қарап отырмын, не істеу керек, анау, значит, кейбір асығам, анау жұмыс дұрыс пландамайды екенмін. Хотя мен пландауды жақсы білемін деп ойлаймын мен өзім. Дұрыс пландамайды екенмін, так, қарап отырмын, не үшін андай болды, мен ойлап жүрмін. Қараңыз, бұл өте үлкен ресурс талап етеді. Мынау. Егер де мен ойбай, ана қазақтың қызы бүйтіп жүр екен, андай болды, ана баласы андай болды, ана бір блогер байтып қойыпты деп жүрсем мен аған күшім қалмай қалады. Иә. Мен оның ақырет тұры мені сұра алмайды. Анау қыз орамалын шешіпті, анау қыз бүйтті, жарайды көрсін, не деймін енді мен оны. Мен өзім ақыретім кетіп бара жатыр. Інім Дархан екеуміз жақсы көрсеміз, негізі Мұхитдин ағаның емтиханы, Мұхитдин ағаның емтиханы. Қуаныш емтиханы, Қуаныштікі, балаларды әрқайсысының емтиханы. Менің емтиханым емес, ол мен үшін жауап бермейді ол. Мен осы жауап берейін, бірақ әркім емтиханы бар. Негізі ішінен бір адамның басындағы емтиханды екінші адам көтере алмайды ол. Неге өзінен аспайды негізі. Бізде басқа біреудің емтиханына араласып көтеремін деген іштей бір жалған иллюзия пайда болады да. Неге? Өйткені өзінің емтиханымен алыспайды. Сенің емтиханың көп қой. Мысалы үшін сенің емтихан болуы мүмкін, сенің бір туысқанның жағдай қиналды да, қызы саған оқуға келді, тұрды. Оған көмектесетін сен ғана. Сен қалап тұрған жоқсың. Бірақ Алла разылығы бәлкі сол жерде жатыр. Әке-шешеңмен, әкең андай, шешең андай болуы мүмкін. Інің, келінің, басқа. Сенде емтиханы, машалла, көп проблема жоқ сенің емтиханнан. Анамен айналассаң, бұрға басын көтермей қаласың сен анайға басын көтермей қаласың. То есть бізде, мен екінші болмада айттым ғой, басқа біреуге адвокат, өзіңе прокурор болу керек, бізге ауысып кеткен ғой, өзіне адвокат, өзін ақта болады, басқа біреуге прокурор. Енді бұл жазуын жаздық та 2018 жыл, бірақ 2022-де 5 жылдың соны түсіндім мен шыны керек ше. Ол сондықтан да менің өзімнің басымдағы бұл қара басты ойлау емес. Бұл кім Абай айтқандай өзінің қара басын ойлау жағынан емес, ол басқа. Бұл уақытта мынау дерттің күнәң, сен өз күнәңмен айналысайшы. Басқа бір артық сауабын бере бер. Бірақ мысалы үшін мен ойымша Абай қазақтың тарихында қалам деп ойламаған сияқты. Ол өзінің жасады. Өзі үшін өмір сүрді. Бұл сөйтті де бәрі не болып қалды. Бір қаншама адам өзінің шырылдап атынан шықпасы жер өрте деген методикамен істеді, бірақ шықпады атынан. Өйткені Құдай ғой көтеретін ол абыройын. Сондықтан да менің ойымша, егер де адам деп қойшы, өзім айтайыншы, басқа адамның дерттенбей, дерттен оның, бірақ дерттенген, өзінің дертін ұмытқан. Оның дертімен дерттен, егер айтса, бірақ сұраса, бірақ оның күнәсімен дерттенбе. Қалай деп айтсақ болады, оның айыбымен дерттенбе, оның күнәсін дұға қыл бәлкі. Мысалы үшін мен байқаймын, бір ашық күнә жасамайды ғой, ондай жоқ қой. Бір ашықтан ашық бір қателік жасап жатыр. Күнә деп айтамайсың, қателік жасап жатыр. Может, бәлкі де бір үслупта, бір мәдениетте, бір ахлаки деңгейдегі бір деңгейде, сондай бір орынсыздық жасады, байқаймын мен. Баяғыда Қуаныш ол айтатын, ол жаңағы қайтыс қойын рақат, ауызбенен інім қойынды құрсымен, ұрсам да жарасады, айтам да жарасады. Мен бірінші кемі 7 күн
темаға айтатын темаға байланысты. Бәлки де бір 2 апта 10 күн бірінші мен тахажжудта дұға тілеймін. Тахажжудқа тұр деген бөлек жүр ғой ол үшін. Иә. Мен бір үшінші тахажжудта одан жүріп кетемін, білесіз ба? Айтып қажет жоқ қонаған. Айтып қажет жоқ қонаған. Ол өзі жүріп жатады болды. Ол жеті мен әлі жеті тұрған жоқпын, өтірік болған жоқ ол. Мен жеті болса не представляю ол не болатынын, түсінесіз ба? То есть бізде сен атың кім? Айқын. Вот Айқынға маған қазір ұқсасаған жеңіл да. Айқын бергеш депші. Сен одан қайда түнде тұрып, мен Айқын үшін дұға тілеу. Менің ойымша, сен дерттенсең осы дерттен сенің шынайылығын білдіреді. Бірақ келіп ұқса салу, ішіндегі айта салу, ол біріншіден одан кейін барып, мынау менде мынау байқадым да, мен не үшін ойландым? Мен мынаны ойладым. Так, біз маркетингпен алсамыз, конверсия деген болады да. Қарасам мен конверсиям өте төмен де. То есть айтқан ақылым мен орындаған ақылым арасында конверсия 99% орындалмайды. Одан төмен. Еще сенің ақылыңды орындап нәтиже алған адам осы сенің ақылыңды бәрібір көрмейді. Ал бірақ сен ақылыңды тыңдамай қателікке түссе, сен оны көре алмағандай сен ренжиді. Ол үшін бұл жерде ешқандай жақсылық жоқ та. Арасынан мыңнан бір адам бәлкі де, мә қуаныш болса, мынау ақылыңызды айтып едіңіз. Осы ақылыңызды орындадым, соның арқасы осындай болды. Рахмет, Алла разы болсын деп мыңда бір, бәлкі де 10 мыңнан біреуі саған рахмет етіп хедия береді. Енді мәселе хедия бір ана несі дегені ғой, серьезно деген. Нақ солай. Вот мен бір адамға ола 1000 адамды не қыламын, не қылып? Одан қайтемін, жарайды, дұға қылайын мен, бітті. Хорошо, дұғамы қосайын. Ана өзі жалпы кез келген бір жаңағы солпақ деп жатсыз ғой, бір белгілі бір ихсан жолындағы бір тасауфтық бір нәрселер болған кезде хиссалар басталады ғой. Анау барды ұстасын іздеп барды. Кім имам Ғазалидің темасы, Бағдатқа барды, Айдалаға барып оқиды, адам сұрайды, оны бір медреседе болады, көтеріледі. Ол ешкім қабылдамайды, солай басталады ғой. Кино солай басталады ғой, любой ғалымның өмірін оқысаң, сөйтіп басталады. Ешкімге артыңа жүгірмеген. Мен ойымша қазіргі заманда құлаққа уағыз толды. Бұл құлақта конкуренция енді ойбой страшно болды. Өйткені оңай ғой айту, енді айтудан артық оңай жоқ қой. Уағызға тойған заман. Егер бір уағыз ше соңғы 100 күнде таң намазын оқымаған адам уағыз айтып запреттеші, біз тоқтап қалды, білесіз бе? Мен айтпай қояйын 30 күн деп. Егер айтсаң соңғы бір жылда хотя бы 10 тахажжуд оқымаған адамды подкаст шықпасын деші, бұл тоқтап қалады. Мен ойымша. Бірақ ол да керек, дұрыс. Енді айтпасын әңгіме жоқ, ол болмаса басқалар болады ше. Сондықтан да біздің көрген мәдениетте, мен ойымша, бұл енді опять менің ойым енді, мен інімен отқан әңгіме айтып отырмын да, мен оған айтатын кезде ұялып айтамын, інім ғой. Бірақ ол Дархан, ол маған сіз деп сөйлейтін адам. Мен Дарханның алдындағы абыройым, Құдайға шүкір. Бір ағаның інісінің алдында болған абыройда бәлки де Қазақстанда бір алғаш 100-ге кіреді, может алғаш 10-ға кіреді, бәлки бірінші білмеймін, ол менің ойым ғой енді. Айта аламын. Бірақ мен білем, не үшін айтпаймын, мен қорққан емес қой. Мен ұрсам да Дарханды қазір 40-қа келдік, ұрсам да ол маған ештеңе істемейді, екінші бетін тосады. Бір рет маған не қылмағанша. Бірақ мен не қыламын, не үшін айтпаймын? Пайда жоқ та одан. Көрдім ғой құрсын, 40-қа мен көріп отырмын ғой мен. Мен өткенде бір не келді, жақын неміз ғой, жақсы араласатын туысқанымыз бар. Үйленгенде бір то ли 35, то ли 40 жыл сондай болды енді. Жақсы көремін, әпкем. Күйеуімен бір тақырыпта не қылатын бір. Үлкен емес, мысалы үшін типа киіміне болсын, болмаса бір сондай бір андай қатты ішін бытовой темада не қылады да. Сұраймын да, әпке, 40 жыл болды, бір сұрақ деймін сізге. 40 жылда вот мен білетін болсам, енді мен 40-қа келген жоқ, бірақ енді байқаймын, үйленгенде 40 жыл болды. Мен енді бір соңғы 25 жыл танитын шығармын, енді өстік қой, көрші болдық, басқа болды. Айтамын да, осы бір осы жездеммен осы болып жатыр. Вот 40 жыл енді видимо оған енді басталған шығар, кеше басталған. Мен туғанды күткен жоқ жас. Вот бір өзгеріс болды ма деймін осы киім тақырыбында. Десем, жоқ, одан сен нашар болды дейді да. Айтамын, ойш, 40 жыл бойы сен ананың дұрыс емес киінетін айтасың. 1 грамм өзгеріс жоқ, наоборот бұзылу бар. Айтамын да, қалай ойлайсыз? Может, тактиканы өзгерту керек шығар депші. Иә. Сол сияқты ғой, бұл жерде мен енді інімнен қорыққан емес қой, мен оның пайдасын көрмедім. Бәлкі де менің сөз саптау шеберлігім жетпейді. Бәлкі де менің шешендігім жетпейді. Бәлкі де менің харизмам жетпейді, білмеймін аға, может абыройым жетпейді, білмеймін. Бірақ мен байқаған нәрсем, кейде бір дұғалығы енді бір жағынан саған да ғибадат, екінші жағынан енді ойланып көрейін, 7 күн. Мен өзім сондай принцип. Мен жақын емес адам болса айта саламын, реально жоқ. Бірақ жақын адамға менде сондай ереже бар. 7 күн қатарынан, хотя бы 7 күн қатарынан емес, 7 рет тахажжудта дұға тілемеймін, оны айтпаймын ештеңке. Бірақ мен 7 рет тұруға қажеттілік сезінген болған жоқ осы уақытқа дейін. 3 максимум. Болды, 3 бітеді ол. Ана тема не актуальный болып қалады уже. Өйткені Алла тағала енді не ғой? Хади ғой енді. Оның жүрегінде ол басиретті, ол бір даналықты бере алады ғой енді.
Поэтому менің ойым бұл енді өзім бәнділік ойым ғой енді. Дұрыс, өте дұрыс. Ол жаңағы бірінші айтқан хадисің айту керек анау деген ол бөлек әңгіме да. Бұл пайғамбарымыз хадисін дұрыс түсінуіміз керек та. Жалпы исламда мына нәрсе бар да. Исламда біреудің тағдырына араласуға болмайды. Құдай тағала әркімге өзінің тағдырларын беріп қойған деп айтып отырсың ғой. Әркімнің өзінің тағдырлары бар да. Сенің өзің тағдырың бар. Сен ананы көресің да, мынау менің тағдырыма сәйкес болмай тұр. Яғни мынанікі дұрыс емес қой дейсің да. Бірақ ол сені қараса, оның көзқарасы бойынша сенің тағдырың дұрыс емес та. Сондықтан бірақ оның артында Алланың қойып қойған көптеген хайырлар бар да. Сол хайырларға оны сиқырлаған сияқты, оның барып сен тағдырына араласайын деп отырсың да. Бар айттың ал. Оған бір өзгеріс әкелді, бір өзгеріс әкелмейді. Тіпті кейде оған керісінше әсер етеді да. Сондықтан исламда біреудің тағдырына араласуға болмайды да. Мен өмірде де көптен көремін мысалы. Осы шәкірттерім кейде мысалға бір сен қателіктерді жасайын деп жатады. Мен көріп тұрамын да оны үндемеймін мысалға да. Неге? Өйткені бұның жаңағы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз сөзі бар. Адамның өткен өмірі, тағдыры өзіне мүршит болады, жол бастаушы болады, ментор болады дейді да. Сен айтқан. Жол көрсетуші. Соны өзіне ғибрат алып, содан кейін барып ол өзін көреді. Екінші Құранда сендер алейкум анфусакум дейді. Сендер әуелі қоғамды өзгерткілерің келсе, айналадан өзгерткілерің келсе, өздеріңді өзгертіңдер дейді. Іштей өзгертіңдер, сонда қоғам өзгереді дейді. Мұсылманның айнасы дейді. Сен ол жаман істеп тұр, сен жақсы істеп тұрсың. Ол саған қарайды дағы өзінің жаман істеп тұрғанын өзі көре білу керек та. Айту емес та. Бірақ кейде нәрселер де болады да. Көріп тұрасың да. Айта алмайсың ғой. Өйткені оның тағдыры да. Бір зиян шегуі мүмкін. Бірақ оның артында ол көптеген хайырлар бар. Ал сол жерде сол ұстап қалсаң ше, одан кейін көптеген зиян шегуі мүмкін да. Мен бір мысал берейінші. Білесіз баға? Мен жалпы кішкентай кезімнен бастап мынау сахабалардың өмірін ұстаздарым болды. Мен жалпы құлаққа немін. Құлақпен естігенді жақсы көремін. Жаттап аламын. Құйма құлақ. Иә, сондай. Баяғыда мешітте жүрген кезде сол жақта имамдарымыз мықты болды біздің ауылда. Айтатын мен сонда сахабалардың өмірін айтатын сондай. Естіп өстім да. Кейін сахабалардың өмірін оқу маған қызық болды. Сол сахабаларды мен өмірінде айтқан сол бір исламды мен екі рет көрдім өмірімде. Біріншісі мынау қазақ-түрік колледжіне түскен кезде сол мұғалімдер бойынан көрдім біріншісі. Сол ұстазға айтып барған, мен бірінші курста, ұстаз, сіз айтқан адамдарды өмірде көрдім деп таңғалған. Мен 9-шы класста оқимын сол кезде. Екінші рет қашан көрдім білесіз ба? Екінші рет мұнда көрдім, ғылымда көрдім. Академия дейді ғой. Нағыз интеллектуал дейміз ғой. Менде Татьяна Павловна деген менің магистратурадан менің ғылыми жетекшім бар. Татьяна Павловна. Аты айтып тұр ғой. Мен мұғалімдан Татьяна Павловна, Мария Владимировна, Осман Сюдлаевич, Евгений Борисович деген кісілер ғой. Ольга Михайловна деген кісілер бізде. Татьяна Павловна жалпы мен түскен кезде енді шыны керек имам Шафи айтпақшы. Мен психологияны жетіп салам деп бардым, мен шыны керек мойындау керек. Мен қазір көрсетейін, как надо вообще қалай жұмыс істеу керек. Бардым. Енді бұл аурамның менің сол бір лебімді сезсе керек. Мықты бір мен кішкене нейрофизиологияға жақын болдым, миды зерттеп отырмын, не қылдым. Сөйтіп маған биология ғылымдарының кандидаты бір кісіге маған ғылыми жетекші болды, ұсынды. Сол кісімен бір кішкене сөйлесіп көрдік. Менің енді әдепсіздігім бәлкі де ұнаған жоқ ол кісіге. Бәлкі де мен осы такты білмеуім ұнаған жоқ. Бірден айтты, Қуаныш, сен жұмыс істей алмаймын, екеуміздің неміз келмейді деді. Болды дедім. Сосын барды да тағы да бір басқа кісіге ұсынды. Педагогика ғылымдарының докторы, академик кісіге ұсынды. Ол сөйлесіп көрдік. Мен ол кісімен жұмыс істей алмайтын, потому что темпіміз басқа. Осы ана болды, мына болды үшін 4-5 адамға ұсынды, болмады да. Сосын барып Татьяна Павловна, ол біздің кафедраның заведующий, сөйтіп алды мені. Қанша жоқ енді құрсын. Жетім қалмайын да құрсын келді енді. Ол кісі алмайды әдетте, алды мені. Бұл тақырыптар мынау мен оттымды көріп тұр, соны келді, істеді. Сөйтіп мен бізде енді магистратурада ең бірінші обзорна статья деген жазады. Мен тақырыбым жауапкершілік болды да. Сосын жауапкершіліктің кәсіпкерлердің жетістігіндегі рөлі деген бір тақырыпта мен бір үлкен обзорный статья жаздым. 6 беттік 40 ссылкамен. Әдемі статья. Енді шыны керек мен ойладым, қазақ даласы бұндай статья көрген жоқ дедім маған. Қазақ даласы бұндай статья көрмеген. Мынаны журналда, ғылыми журналдар бар, Скопус басқа деп айтады. Соған жіберу керек, обал ма? Ағылшынша переводта жүр. Бұндай статья көрген жоқпын мен дедім.
мен бірінші алтыншы қаңтар күні январда биыл жазып болдым. То есть оқу бастадым, жарты жылдан кейін, бір семестрден жаздым. Оқи беріп сүйсінемін, не деген анау сөйлем құрулар, қуаныш керемет еді. Ал бардым, Татьяна Павловна дедім. Мынаны дедім, бір берейік, Казгудың журналына берейік, бір жақшақ берейік, обалым ау дедім. Татьяна оқыдым, бір-екі жөн өзгертті. Ладно, қуаныш, көреміз дедім. Татьяна, не болып отырды журнал? Шықпай жатыр, анау деді. Сосын айтты, хотя болмаса ладно, өзіміздің жаңағы Тұран университетінің несіне шығарайық, журналына шығайық. Ладно, қазір деп. Соны оқыдық, болды, кейін мен дамып жатырмын, өсіп жатырмын. Сосын жақында енді диссертациямды зерттеп не қылып баттым да, зерттеу жасап баттым да, енді теоретический жағын жазу керек. Сол ответственность бойынша мен теоретический жағын жазу керек. Соны қарасам азық жазыппын да өзім. Сол Татьяны көрейінші, Татьяны алып қарап көрейін, не болады екен деп. Сол бір осы 7 октябрь ол жақында болды. Ағаны оқып көрсем бар ғой, анау статья ше. Бір 4-ші курстың ба, 3-ші курстың студентін жазады әңгіме соны. Жарты жылдан кейін, 9 ай, январь жаздым ба, мен 9 айдан кейін оқып қарасам, анау бар ғой, тенезілет бем дейді ғой анау. Анау уақыт жұмсауға не стоит та, анау ше. Мен ойлап кеттім, кім жазған құрсын деп ше. Татьяна Павловнаға барым, Татьяна Павловна. Сосын осындай болмай күлдім, сөйтсем. Енді Қуаныш дейді. Сонда қараңызшы, Татьяна Павловна маған айтпаған ғой, түсің бе, Қуаныш. Мына Татьяна жаман деп сынамаған ғой. Просто менің қашан соны жететінімді айтады да. Қуаныш, мен күттім дейді да. Вот міне қараңыз, өзі Татьяна Павловна болса өзі. Мұсылман емес қой явно. Бір нәрсе мына Айсұлу ұстаз емес қой, түсінесіз ба? Айсұлу ұстаз қайта ананың қасында басқаша болып кетуі мүмкін да. Үндеген жоқ қой, аға, міне осы да. Сол ана әдеп, ислам әдеп қой енді. Қараты, мен түсініп тұрам, көріп, мен қуанып тұр да, мен осыны түсінгенімше. Сонда маған Қуаныш, мына жерден қате, мынау не стоит деп айтқан жоқ. Просто сөйтсем, айтамын да, мен журналды мен по-любому ол статьяны шығару керек, бір статья шығару керек по-любому. Требование сондай, талабы солай. Айттым, Татьяна Павловна, бір Жезқазғандағы бір конференция шығара салайық құрсын. Көрмесін адамдар дедім да. Ұят екен, бірақ мен жаңа статья жазатын уақытым жоқ қазір. Сол жақтағы айтайын деген нәрсем, мен қазіргі осы неде ғылымда интеллектуал ойлаймыз ғой, кімдерше бізде өкінішке орай осы бір әдеп. Ғылымның өзі әдебі ғой бұл. Сол бір ғылымның әдебі дейді бұны. Ғылымның ішінде өзі әдебі. Анау үндемейді ғой, түсініп бітпейді. Анау Осман Чудович деген бір академик, 72-де үлкен кісі. Бір не бір тақырыпта сөйлеп отыр, семинар дейді ғой, айтып отыр. Анау бала бар ғой, аға, баға емес, бір қыз еді. Енді действительно бар ғой, болмайтын әңгіме айтып отыр, мен ол тақырып білемін да енді. Осман Чудович тыңдап отыр. Ойлайсың ғой, оны ойлап қалдым бір кезде. Мынау дұрыс, мен қайта ше Осман Чудовичтің лекциясына қарап. Сөйтті тыңдап болды, бір үзген жоқ. 7 минут бізде реклама, 7 минут сөйледі. 4 минутта бітті, өтірік азап қой енді ол. Сөйтті да барға ше. Асықпа, вы сказали здесь деп бір қоя. 10 минутта бір қоя. Бір балағат, бір артық сөз, бір дауыс көтерусіз бір қоя. Ананы пухи прақсыд. Сол уақыттан содан кейін бар қоя, алдамайтын болды. Біз де көріп тұрмыз ана. Біз алдамайтын андай өтірік көресің ғой, тез жазып ше. Проканает, не проканает ше. Соны көресің ғой, шынымен де сол сабыр, сол әдеп. Сондықтан аға мен айтайын деген нәрсем, бұл жерде жаңағы келіп отырық қой. Өлең тағдыр деген сияқты ше. Енді ол адамның ол менде де солай болатын. Бір адамның маған бір қасымдағы менторстводағы бала айтатын, мен қатты араласып келе бердім, қатты болмайды деп айтатын. Айтты, Қуаныш аға дейді. Қуаныш мырза дейді. Мен ұстаға деп айтқызбаймын да, мен керек жоқ деп айтады. Қуаныш мырза дейді. Маған қателесуге сабақ алуға рұқсат беріңізші деп жылап келген бір жігіт. Дата оқиналап кеткен ғой енді. Так вот, сондықтан аға, ол жаңа айтайын, менің нем ғой енді, біреуге араласу тұрмақ, оны жақсылығы болсын, жамандығы болсын, ол сабақты ол алады. Бәлкі дұға қыларсың. Мен ол қазір жасап жатқан әңгімем. Қазір келсе, мен жайлап айтып көремін, аккуратно. Бірақ ол менің шынымен де қазір одан кейін барып кейде болады, неге байланысты? Сол уақытта халіңе байланысты. Егер шынымен де бір құдаймен ба, білмеймін, өзіңмен ба, бір шынайы болып тұрасың ғой, ешқандай бір анау дәлелдеусіз, арам ойсыз кейде айтасың. Кейде бір болмайтын әңгіме айтасың, кейде кейде не қыламын да, сосын бір ай қорытындаймыз. Так, бір айда не түсінуің десең бір ғой, менің болмайды, айта салған әңгіме бір ғой, ұмытып кеткен ғой, мен дайындалып, арнайы бір назар аударып,
құрған сөйлемдерім оны өтпегенде әшейін бүйтіп по ходу пьеса айта салған нәрселер кетіп қалады да. Сондықтан жаңағы тағдыры бөлек қой. енді Алла тағала өзі қайсысын өткізеді, қайсысын өткізбейді өзі біледі да. ол осыны түсінгеннен аға уже жаңағы хочешь не хочешь адам депрессияға түседі ғой енді. Оңай нәрсе емес қой енді. Бұл менің ойым енді. Енді кеше соңғы кезде сөйлескенде анау Меккеге бардым дедің, тауап жасадым, сол уақытта менде өзгерістер пайда болды бұрынғы дедің ғой. Салауат өзгерісі. Осы туралы қойсақ. Бұрын неге олай ойладың, кейін болай өзгеріс не болды? Бізде мысалы ретрит қазір өткізейін деп отырмыз сол Мекке Мәдинада да. Соғанда бір түрткі болсын деген әңгіме да. Жоқ енді жалпы менің ойымша мен енді білді кішкене өзім логиканың адамымын ғой. Мысалы маған таң қалдырды. Мысалға да жаңағы салауат мәселесі, пайғамбарымызды тану мәселесінде мен осылай едім, кейіннен осылай түсіндім дегені мені қатты таң қалдырды. Мен енді логиканың адамы ғой, логиканың адам, математиканың адам, математикпін ғой білім бойынша. Маған шыны керек қиын қарап отырсам, мен жынды емеспін ғой, сыртта қарасам, мен салауатымды айтамын, сыртта не жоқ, іште отқан оқиға ғой. Іште пайғамбарымыздың маған қатты бір қалай деп айтсақ болады, форма бойынша бәрін істеймін, мәуліттерге бәрін қатысамын, бәрін істеймін, жасаймын, түсінетін полный оқимын, ондай жоқ, тәртіп ештеңе жоқ. Бірақ ішкі бір сезімдерімде маған енді Құран да бар болса болды болып шығатын еді да, маған енді қатты бір мысалы пайғамбар айтып жатса мен жыламайтын едім ба точно. Оны бір кейбір киноларда көресің ғой, түрік сериалдарда жаңағы пайғамбарымыз бір нәрсе айтқан жаңағы саллаллаху алейхи вассалам жүрегін ұстап, ол көрініп тұр да, ішіме ұстап тұрады. Маған енді вообще пайғамбарымыз гүлдің символы, розаның символы, бұл пайғамбарымыз символы деп вообще ондай бір не қылмайды ше, жүрегім татпайтын. Бір миск деген нәрсе ұнамайтын еді маған вообще ондай. Вообще айтпаймын, бұл ішімде отқан әңгіме мен. Қазір айтыламын, ол кезде болса да айтпайтын едім. Өзгеріс болған айтады. Сосын кейін қарап отырсам, бұл енді неге ғой? Білесің, бұл маған неге көмектесті маған? Маған Анастасия Вячеславовна деген менің психологым бар. Ол кісімен жұмыс істеп жатырмын ровно 3 жылдан асты. Жалпы танисың ғой енді. Сода мен, оказывается, ішімдегі мейірімділік. Мен көп уақытқа мен мысалы үшін мен осыдан бір авариядан кейін де даже авариядан кейін бір жылдан кейін неге шақырсаңыз мен келмейтін едім бұндай тақырыпқа. Өйткені маған намаз оқитынымды айтқым келмейтін ешкімге. Мен қасымда біреу тұрса мен жек жақтырмай тұратыным бар ғой. Бәрі біледі, мен өзім ғана жалғыз намаз оқитынмын. Болды. Тек қана жақындарым ғана көрсететін болды. Осы ешкімге ондай мен көрсетпейтінімді, білдірмейтінімді, айтпаймын да. Бір көрісіп отыр, жының келеді маған. Не сыры не да? Кейін қарасам, андай екен. Өйткені діндар деген адам бұл бір енді мейірімді болу керек қой. Ал мен үшін мейірім бұл әлсіздік екен да, оказывается. Әлсіздік. Мейірімді. Діндар бұл мейірім деген әлсіздік. Мен түсінігімде. Мен соны солай түсіндім. Бір өзім бір ретінде соны түсіндім. Дедім, хорошо. Сол уақыттан бастап келді. Сол уақыттан бастап мен кейін қарасам, кез келген бір мейірімділік, мен өзім мейірімділік көрсетпей тұрған бөлек, мен біреудің де мейірімдігін әлсіздік деп қабыл еткенмін. Іштей, түйсігімде, іштей болған әңгіме ғой. Сырттай білдірмеймін, сырттай рахмет айтып тұрған болды. Содан бір күні жаңағы кім Абдулхамид деген бір сериал бар, сол жерде сахна бар да, пайғамбар туралы. Саған түнде барды, біздің Абдулхамид айт деп айтатын, жылап. Сол видео көп мен бір еңіреп Хамидімізге айт деген. Сол 7 минут видеосы, 7 минуттық видео ма сондай өзі. 7 минуттың бір 4 минут жыладым мен. Сосын психологыммен көп жұмыс істедік біз сол жағынан. Сол кезде мен түсіндім да, мен сол айтқам, Анастасия Вячеславовна деймін да, пайғамбарға деген махаббатты ашу көмек түскен үшін сізге рахмет деп айтқам мен. Сондықтан сол уақыт болды, кейін сол осы бір не қаннан кейін неге Меккеге бардық. Мен даже чтобы түсіну үшін аға, мен алғашқы умраға барған кезде мен Меккеде көп болғанмын да, Мединада 3 күн жаттым ба, бір-ақ рет мешітке бардым сол кезде, 2018 жылы. Тартпайтын едім мен қатты. То ли бір рет, то ли 2 рет, сондай үшін, точно 3 рет емес ол. Барып амандастық мен зиярат еткенім есімде жоқ. Может, жасаған шығарым бір символический, бірақ бөйтіп бір неге деген әңгіме болмаған менде. Бұл ішімде отқан әңгіме. Содан кейін бар, бұл жолы енді әдем болды. Бұл жолы Дархан енді інім мықты гид ол өзі, сол қазір өмір бойынша не қылады, қатты үйретті. Барып кәдімгідей там салауатымызды айтып, не қылып сол үйренді. И шынымен де бұл жолы прям мықты болды.
Дархан енді өзім ол Дархан өзі ол жүректің адамы жақындырақ ол кіші меніңше математикада ол жүректің адамы ол кіші сондай адам ол келіп ол маған айтып не қылмайды өзі барады көп болсын ғой барып не қылып мен жаңағы братан енді сіздің сыйлығым сол болсын деп жаңағы ең өте комфортный деңгейде жаңағы умра сыйлап жүріңіз бір қасыңызда жүрейін қызмет жасайын деп соған барып сөйттім да мен умра неде болды әдемі көп салауат айттым енді көп айттым қасымда бірінші рет мен жоқ айтамын ғой бірақ енді от души да анда көп ше андай сөйтіп не қылып айтып қарап отырсам енді 3 мың ба сондай отқан қарап отырсам ойладым мен 3 мың мен үшін көп енді қасымда бір кім отыр бір пакистанец па бір нәрсе ана бір нәрсе бір нәрсе деді ана бүйтіп тағып алған бүйтіп істеп отыр ғой көре алмадым сөйтіп та бүйтіп дұға тілеп отыр ана бүйтіп ашылып қалды да қарасам ана 17 мың оны түсінесіз ба видимо сол бүгін ба ертең 2 күн енді мен келгенде 2 күн болды мен айттым тоқта құрсын мен де барайық енді мен айттым меккеге келгенде мен нормально бір 10 мыңға жеткізіп барайын енді потому что маған ауыр болып отыр маған бір салауатым елдердің 10 салауатым бірдей маған қиын болды да не қылшы іштей сосын бардық біз меккеде бірінші өзіме умра жасадым екіншісінде апам атама умра жасадым үшіншісінде менде шомбе атам мен шүленбе атам атамның әкесі атамның атасы Дархан екеуміз бөліп жасадық сол шомбе атам менде сәл кербездеу кісі болса керек енді сол кісіге мен жасау маған жасау нәсіп болды Дархан шүленбе атам соның баласына жасады соны келіп мен прям сол жасап болғаннан кейін түнде тұрдым да білмеймін баруға бір ше прям мен сездім ғой анау бойыма анау мен миске деген бір махаббат ашылып бара жатқан Дархан інім ұсынатын всегда мен оған бекер болуы керек ана саханалардан жағасы бар деп келеді ол енді жүргеннен мен дұға тілесем ол өзі по своему оның өзінің емтиханы бөлек енді әкеліп қойған бүйтіп қойып қойған мен оны қарамайтын да соны барып түнде тұрдым тағажудың кезі ғой тұрдым ана нені алып иіскеймін әдемі болып бара жатыр оны жақтым сосын неге жаңағы сәждеге жақтым бір айтайын кетсем анау жаңағы миск деген бір символ ғой енді ол әйтпесе енді мисктен соған бір анау бойыма еніп жатқанын көрдім сол уақыттан бастап әйтеуір салауат айту пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір пайғамбар деген нәрсе ол айтқан не емес қой бір нәрсе емес қой сол бір салт дәстүр сол бір образ сол бір стилистика да енді сол кез келген нәрсе барсаң енді пайғамбарымызға барып тіреледі ғой енді соған бір жол ашқандай болды енді ол бұл умра мен үшін бір өте не болды егер енді бару мүмкіндігі болып жатса әрине барған жақсы әрине барып мені таңғалдырды да осы айтқаныңда өйткені ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды танымай адамның жүрегі ашылуы аллаға деген жүрегі ашылуы мен мұндайды миллион тыңдағанмын ғой то есть мен өмірімнен бастап мен неше түрлі уағыз тыңдаған адаммын бәрі айтады ше тыңдағанды білемін бірақ әр тыңдағанмен жүрек ашыла бермейді бұл алланың нәсібі да ол айтайын деген нәрсем мен керек болса мен пайғамбарға деген махаббат деген бір уағыз жүргізіп беремін аға мен соған дейін сол кезде ол белгілі ғой ол одан проблема жоқ ол сирасын айтып тастағандар бар басқасын айтып тастағандар бар неше түрлі айтамын сол дастандарын айтып дастан қалғандар бар да бірақ соны бір сезіну хал ғой енді бірақ оны таңғалдым да сен да ойпырмай мен бұл қуанышты деп менде проблема болған жоқ потому что менде құранға деген нәрсе болды мен құдаймен контакт деген нәрсе істейтін едім да мен мынау мен енді кішкене айттым құдаймен контактты ахли кітап та жасайды да сол ғой яхуди де жасайды христиан да жасайды мен үшін қатты разница жоқ еді ал бірақ құдаймен контакт мұхаммад расулалла арқылы ғана бола алады да яғни мысалы құран деп отырсың құран бір вәсиле сол сияқты құранмен және ол пайғамбар өйткені құранның уахидің жартысы ол пайғамбарда да мен анау немде пайғамбарды танымай ешкім алланы тани алмайды да маған мынау болды да сенің осы нәрсең маған қатты әсер етті да мен қай уақыттан бастап райымды тая бастадым сабайдан кейін болған әңгіме ойладым да дәрет алып жатырмын да сосын ойладым хорошо анау неде аланеде бізде жақсы дәретхана істеп қойған сосын барып дәрет алып отырмын сосын ойладым так дәрет ол намаздың кілті намаз жәннаттың кілті хорошо құран окей бірақ құранда қалай сен намаз оқу туралы айтылмаған ғой тем более қалай дәрет алу туралы айтылмаған ойладым сөзіме сомнением кетті өзіме так дедім
Знаешь дедім, потому что енді пайғамбардың жаңағы хадистер анау мен де ол хадиспен жұмыс істеймін білемін, бірақ ол маған тұлғалығына қатты керек емес еді да. түсіндім Сосын барып ойладым, деді значит болмаса андай екен ғой деп сөзіме сомнение кетті менде сол кезде ше. Енді айтайын деген ағам бұл не ғой енді, бұл жүрекке жету, бұл мен соны түсіндім ғой жаңағы. Енді жоқ, сенің бір былай бұрын түсінбей жүргенде емес, сенің бір жағынан кейін ойланып қарадым да, ол бір дәреже екенін байқадым да, Құдайдың берген дәреже екенін байқадым да. Бұл дәрежеге ең бірі Құдай тағала өйтіп жеткізе бермейді да, жаңағыдай ол сездіру, пайғамбарымыз сезіну, ол бөлек әңгіме да. Ол бөлек, мүлдем бөлек әңгіме да. мысалы үшін баяғыда мен кейбір адамдар жаңағы намазда, Құранда жоқ қой намаздың деп оқудың өзі де, былай қарасаң ол дұрыс қой, ол сүннеттен қарайсың ғой деп айта саласың, ол оңай нәрсе да. Бірақ оны сезіну бөлек әңгіме да. Мысалы үшін менде ешқашан соға дейін мен пайғамбарымның түсімді көрдім деген дұға тілемегенмін де. Мен анау елді айтып жатыр, түсінбейтін емес олар ше. То есть қатты потребность сезінбейтін едім де мен ол кезде ше. Сондықтан бұл ғұмра деген маған өзі бір енді Дарханның енді өз несі ғой, ол Дархан жақсы не қылады, неден бастайық, ғұмрадан Мединеден бастайық деген сол әдебі солай енді деп. Сондықтан Дарханға үнемі рахмет енді, Алла разы болсын, сол пайғамбарға деген не бір неге бір үлкен бір не болды, себепкер болды енді. Сондықтан да бұл бір жаңа дұрыс еді саған, ол енді неден теоретикалық жағынан мен ешкімнің дес қалмайтын едім да. Вот сезіну, бұл ішімдегі менің Құдайдың арасында тірлік қой. Соның өзі мені таңғалдырды да. Сонда бұл бүгінгі қоғамда ой болмай, Құдайға сен кеше біреуді қарасам, ақырет туралы сұрап жатырмын жаңағындай. Ақырет, сен өзің осы университетте оқыватсың деймін, діни университетте. Ақыретке сенесің бе десем, бұл аят хадис, аят хадис қоя тұр дедім. Сен өзің сенесің бе? Аят. Айналайын сенбей шықты да, сенбейтін болып шықты да. Кеше бір мысалға бір әйел мысалға сөйлесе, өйтіп молдаға бара бермейді, Аллаға бар деп айтып отырмын ғой. Аллаға ішіңді айт десем, ол мен отырып алып айтып, соны жұрт менің көріп, мына өз-өзімен сөйлесіп, жынды болып кетпейді ме деп ойламай ма дейді да. Мен ананы көріп шошып кеттім да. Сонда ол жаңағыдай қолын жайып айтып жатқан сырын, ол өзін айтып жатыр екен да, сонда өзім айта жатырмын дейді. Сен Аллаға айтып жатсың ғой десем, Алла ол қақта ол, Алла естімейді ғой ол дейді да. Сонда өзі анау пәленбай жылдан бері намаз оқып жүрген, бұрын зікірді көп айтатын едім дейді да. Сам еғді қалып кетті. Мен шошып кеттім да. Сам еғі болсын, басер болсын қалып кетті. Сонда ол как бейне бір дұға етіп жүргені, оның Алла деп жүргені, оның бір әшейін бір өзінің түсінік пайымы сияқты да. Әшейін түсінік пайым екен да. Бұл заманда сонда айттым, сен десең өзің айт не, өзің Құдайға батсың ба дедім. Өзің Құдайға боласың ғой сен дедім да. Сенің проблемаң осы жерде дедім да. Сен өзіңді Құдай қалағаннан құтыласың, Құдайдың бар екенін мойындайсың. Онда да тақуам деп тұрды, көп зікір айтамын деп. Сонда ғана сен ана жынынан құтыласың дедім да. Байбісе құтыла алмайсың сен дедім. Бүгінгі түсінік пайымдар қара да. Енді не дейсің? Мен мынандай да. Енді біз білесіз ғой, мынау Ихсанда деген тақырыпта енді көп жүрдік. Жалпы айтамын ғой, мен психология өзім әулие боламын деп келген адам ғой өзім мен өзі. Сөйтпесің, сен бұрын енді психология бір әулие болмақшы. Әулие боламын деп келдім. Жалпы өзің әулие қалай осы әулие деген кім? Жоқ, андай болды ғой, менде сол бір қарыздың кезінде, қарыз болып жүрген кезде, өзім менде хоббим сондай болды, қарыз болып не қылып жүрген кезде ойлағаным да мен, так, мынау қарызбен құтылу что-то қиындау. Маған Құдай ғана көмектеседі маған. Басқа вариант жоқ. Қалай мен Құдайды көмектесу, вероятность көбейтсем болады? Мен баспен жұмыс істеймін ғой тек қана. Құдай кімдерге көмектеседі? Құдай көмектеседі, өзінің вали достарына көмектеседі. Әулиесін. Вали деген ол әулие. Әулие деген не ол? Сөйтіп жоқ. Әулие болудың несі жоқ, школасы жоқ. Сосын видео қараймын, Гуглдан қараймын, андан қараймын. Не ол әулие? Әулие деген сөз өзінің нәпсісіне, в общем, әулие кім екені белгісіз. Әулие адам өзінің әулие екенін білмеуі мүмкін. Бірақ әулиенің бір сипаты бар дейді. Ол не ол? Ол тақуа ол дейді. Тақуа деген не ол деп қараймын. Тақуа деген не? Тақуа деген ол өзінің нәпсісімен жаңағы айтады ғой, жаңағы адамның харам деген нәрсесін істемейсін, парызын істейсің деген, ол понятно, ол классика. Соны істесең халық тақуа болады. Жоқ, мен білмеймін, классика жанры. Енді любой жаққа айтсам, соны айтып береді. Соны айтып береді. Бірақ енді біздің мен түрше білемін ғой, түршесін қарасам, ол айтады, в общем, өзінің нәпсісін тәрбиелеген адам деді. Жаңағы күнә жасамау үшін, неге істемеу үшін. Окей. Ойладым, нәпсі деген не болған сұрақ кетті менде. Мау қарамшы таппан ол кезде өзім қатты бейім болмадым ба? В общем, түсіндім мен. Жаман нәрсеге тартып тұратын болса, бұл нәпсі деп қабылдадым мен. Жаман нәрсе деген не ол? Жаман нәрсе деген там зина болсын, басқа ұрлық болсын, ана болсын, мынау болсын, мынау болсын деген әңгіме. Енді қатты ол жерден проблема жоқ. Менде қатты бір қиналып емтихан болған жоқпын темадан, бірақ сол бір мысал ретінде жаңағы зинаға жахнамандар деген хадис бар ғой. Окей.
Осыны ойландым, хорошо, ақыры жақындама деп отыр екен. Бұл не істеймін, жақындама деген не бұл? Иә. Сосын қарасам, мен цикларны сіз отыр, мен не болғанын қарадым. Так, зина жасау әрекет өзі болып отыр. Оған дейін не болды, дайындық болды, анау болды, мынау болды, қарадым. В общем, ол зина ойдан басталады екен да. То есть бірінші ой болады, одан ары қарай бастап кете бересің. Фантазия кетеді. То есть ой болмаса да болмайды екен. Екінші вариант, мысалы сол уақытта зина жасау ой болады, біз кітап оқу ой болса, сен кете бересің да. Осыны ойладым, оппа дедім, онда бұл ой қайдан пайда болады? Ол психика дәлелші бар, сөйтіп психология кеткен ғой мен, в общем, идеям. Солай болған мен түсінігім солай болған да. Сондықтан да жалпы неден не туралы айтып жатырық біз? Әулиеге дейін басқа әңгіме туралы сөйлесіп жаттық қой. Неден? Қай келді осы? Әулиеге дейін не сөйлесіп жаттық қой, әулиеге бұрылып кетті. Нәпсі мәселесі. Жаңағы тақуа деген әңгімеден. Сонда біздің кім жаңағы сіздің не жақта жазыпсыз ғой 108 сол есіме түсіп кетті да. Бізде енді мен не болғаннан кейін, ғылыммен айналысқаннан кейін біз кез келген нәрсені мысалы үшін сен мақсатыңа қалай сеніп сенбейтініңде бір показательдер болу керек дейді. Әйтпесе енді ол сөзге сенбейді ғылым. Бір показательдер болады. Мысалы үшін жаңағы анализ деген сияқты соның несі бар. Сосын менде тақуалықтың мен үшін бір показателі. Әрине сен ол субъективті түрде сен оны сезіну мүмкінсің, субъективті түрде сен не қылуы мүмкінсің. Бірақ менің ойымша тақуалық деген мен өзім түсінігімде мынандай ғой, жаңағы классикалық тақуа адамның ең төменгі дәрежесі ол адам қасында басқа адам Алла тағаланы еске алады. Әулиелікте сөйтіп солай айтады ғой. Ол ең төменгі дәрежесі. Оның қасында ол сөйлемейді, ол сөйлеу сөз шығынын жасамайды да. Ол отырған кезде оның харизмасы, ол жерде мен ғылыми зерттеп таптым, оның жүректің электромагниттік несі бар. В общем, жүректің электромагниттік күші миға қарағанда 300 000 есе көп жұмыс істейді. 1 метрден сезіледі екен. Содан кейін мен қарадым да, мен қарап, егер сен шынымен де пропитанный болатын болсаң, анау кейін неге қарадым мен? Бір ғалымдарды қарап, ең абсурдный сұрақ мынау болатын. Ақыр неге барасың? Қабірге барасың. Қабірге барған кезде 4 сұрақ қояды. Бірінші сұрақ, саған Раббың кім деген сұрақ қойды. Бұдан тупой сұрақ жоқ қой. Оңай сұрақ қой. Алла деп айтасың, не болыпты? Оңай емтихан ғой енді. Мен сөйтіп ойлайтынмын да. Сосын кейіншелеп сол осы тақырыптың тапсырын айтты, біреу айтады да. Білесің бұл сұрақ қандай деді? Қандай сұрақ? Бұл сұрақ мынау. Сен Алла деп айтуға мегер жоқ қой. Сен айтасың, ол не бұл енді? Айтады да, бұл сұрақ мынау. Саған кім немесе не өлшем болды дейді. Шешім қабылдауына кім өлшем болды, немесе не өлшем болды? Осы сұрақ дейді. Егер сен шешім қабылдаған кезде мына жақта менің подписчиктерім қалай реакция береді деген нәрсені сезетін болсаң, онда сенің Раббың подписчиктерің болады да. Керемет. Егер сенің елдің ұят болады дейтін болатын болсаң, онда менің Раббым мынау социум деп айтасың. Керемет. Егер мынау бүйтсең ақшам азайып қалады, ақшам көбейіп қалады дейтін болсаң, істейтін болсаң, онда менің Раббым ақша деп айтасың да. Сөйтіп айтады да. Солай. Сонымен ойладым, мынау оңай апасын сұрақ екен құрсын. Сол айтады, сол үшін өтірік алдаймайсың дейді да. Сондықтан аға бұл жерде айтайын деген нәрсем, бұл жерде түрлі сөз бар ғой, дәруіштің пікірі қандай болса, зікір сол. Зікір сондай, иә. То есть анау неде мен мысалы үшін тақуалықты мен тек қана діни тұрғыдан діни сөз ғой, мысалы үшін бізде береке деген діни, мысалы үшін тіпті келсек тәуекел деген сөз діни терминологиядан келетін нәрсе. Біздің қазақстанда риск деп аударуда, мен өте қатты өте бір неудачный аударуда, риск болып қалу керек, тәуекел басқа. Біз тәуекел басқа деп айтады ғой. Вот сондықтан да бұл жерде тақуа деген нәрсе діни сөз болғанымен де, мысалы үшін маған ғылымдағы тақуаларды көре білесіз ба? Ананың қасында бар ғой, ғылым жақсы көріп кетесің. Кейбір кезде маркетинг тақуалары болады, ана қасына барғанда сен маркетинг не қылғың келеді да. Кейбір кезде финанстың тақуаларын көресің ше. Ана қасына сен финанс оқығың келіп кетеді, ананың жасаған жұмысын жақсы көріп кетесің да. Кейбір адамдар болады, өзінің ресторанның тақуасы болады ше, ресторан істегенде ойлайсың, вообще мен қазір хернемен алып жүрмін, ресторан. Ол андай дейді ғой, исламда жаңағы Ләйләге Мәжнуннан ғашық болған дейді. Адам бір нәрсеге жетістікке жету үшін сол Мәжнун сияқты Ләйләсіне ғашық болу керек та. Және солар жаңағы кім ресторанда болса, олар ресторанында фәни болғандар да. Сондықтан олар енді оны мен не қылғым келмейді, жаңағы бір мысал бергенім ғой. То есть ана қасында. Ол мысал дұрыс жаңағы. Ол сол үшін де олар табысты болады да. Иә, ол ықыласы бар да. Иә, ықылас болу керек та. Ықылас болу үшін адам оған жақсы көру керек қой, оны сүю керек, оған ғашық болу керек. Әйтпесе ықылас болмайды ол. Мысалы сен алдыңа тамақ қояды. Тамақты тәбетіңмен жеу үшін оған ықылас болу керек. Ықылас болу үшін қарның ашу керек қой.
ораза ұстадым мысалы, кешке ақшамда жедім басқа. бұл жерде ана ағылшынша мен куда докторантура зерттейтін темалардың бірі ол северинг дейді ағылшынша, орысша смаковать дейді ғой, ана бір позитивный моменттарды смаковать. Сол сияқты әр нәрсенің өзінде сондай ықылас болса солай болады да. Бірақ осының бәрінің артында енді Аллаға деген махаббат, Аллаға деген ғашықтық, Аллаға деген фәнилік бар да. Яғни бір ресторанның қасын жақсы көріп фәни болған адамның қасында сен ресторан ашқың кеткен сияқты, дәл сол секілді сол ішкі жан дүниесін Аллаға бұрған адамның да. Менің түсінігімде тақуа боламын деген адам тақуа бола алмайды да. Тақуа боламын деген адам ол бірінші нәпсінің бірінші басамағын өтемаған адам ғой. Тақуа боламын деген адам. Тақуа боламын деген адам олар просто бүгінгі таңда техникалық андай нәрселер, мынаны айтып кетсең байып кетесің, айтып кетсең үйтіп қаласың, айтып кетсең бүйтіп қаласың деген ол жай мидың әңгімелері. Ол жерде кімде Сократтың Платон мен Сократтың не бар? Парадокс Миньона деген бар. Ол мынандай: егер сен іздеген нәрсеңнің не екенін білмесең, оны қалай табасың деген бар да. Мысалы үшін бақыт деген нәрсенің не екенін білмесең, сен бақыт қалай табасың? Дедім бір бақыт іздеп жүр, бірақ бақыт деген не ол түсінбейді. Екінші рет іздеген нәрсенің не екенін білсең, сен оны не қыласың іздеп дейді. Не қыласың іздеп дейді. Ол парадокс Миньона дейді да. Сол сияқты тақуалықтың не екенін білмесең, сен тақуалықты іздеп қажу жоқ, бір тақуалықтың не екенін білсең, тақуалықты іздемейсің сен болды уже. Сондықтан да оның показателі не екенін білген адам ол соған жетті деген сөз. Болды, үлкен қадам да. То есть айтайын деген нәрсем, тақуамын деп айту, тақуамын деп адам өзі айта алмайтын сияқты. Бұл біріншіден дәреже ғой. Жоқ, оны ешкім айта алмайды ғой. Дәреже ғой. Бірақ жаңа айтып отыр, өзін сұрасаң, ол не қылады да, тақуалығына бір күмән келтірмейді. Негізі тақуасына енді мен ойымша сенің неде оны мен айта аламын, мынау тақуа екен деп. Қасына барған кезде орaya ұялып кетесің. Мен көрдім неше тақуаларды. Ана түріне қарасаң, табысы жағынан, дүниелік жағынан былай сыйлауға бір сырттан себеп таба алмайтын адамдар да қасына барған кезде ана мысы дейді ғой. Ол мысы болғандай басқа мыс, басқа айбат, басқаша ол. Ана ұялып кетесің, бүйтіп алдын өзің неғып тұрасың ана қызмет жасаған кетеді жаңның алдында. Өйткені Алладан қорыққандардың жүзінде айбар болады дейді. Сол айбармен сенің мысыңды басып отырады дейді. Бірақ онда мақсат жоқ, айбар болады деген мақсат. Олардың мақсаты жоқ қой. Ол өзі болып отыр. Ол айбар қайдан келіп тұр? Олардың Аллаға деген махаббатынан, Аллаға деген қорқынышынан келіп тұр да. Жай ғана мысалға әке шешесін сыйлаған бір адамның қасына, шынайы сыйлайтын бір адам қасына барсаң, оның өзінің айбары мысы басылып тұрады. Сол емес пе? Әкем Асқар тау деп бір сөз айтса, соның өзі жеткілікті. Оған бір лекция оқудың қажеті жоқ та. Бір ауыз сөз. Бірақ сол сияқты да Аллаға деген түсінік осындай емес. Біз Мәшһүр Жүсіп болсын, Абай болсын, ана бір ауыз сөз жаңағы өгінетін уақыт болды ғой деген сияқты әңгімелерден бір ауыз сөздерін егіннің ебін содан тегін үйреніп ойлап мал ізде деген бір өте бір қарапайым сөздерді түсінбей жатасың. Өйткені ол шыққан сигналмен келген сигнал сәйкес келмейді. Ана шыққан сигнал басқа сигнал, басқа дәреже. Ал кірген сигнал ол не да? Әулие деген сол, оны қарағанда Алланы еске түсіреді дейді. Ол мейлі ол әулие бұл дүниеде өмір сүрсін, мейлі өмір сүрмей қойсын бәрі. Мәшһүр Жүсіптің басына бардың ба, Қожа Ахмет Яссауи басына бардың ба, қабірдің басына бардың ба, ол еріксіз олар саған сол жердегі соның бір визуализациясы, оның бір рухани несі, ол сені еріксіз Аллаға сен есіңе түсірді. Қалайша Кағбаның алдына барған уақытта еріксіз Алла есіңе түседі. Қалайша Мәдинаға барған есіңе түседі. Әулиеде жүріс тұрыста осындай да. Оның тақуалығы да сол. Өмірбаяны сол да. Мынау соңғы әңгімеміз ретрит деген кітап қой. Ретрит деген жалпы бұның арабшасын айтқанда қылует деген сөз негізі біздің арабшасы. Халва, қылует, яғни оңашалану. Мынау біздің Яссауи деген сияқты. Енді осы ретритті біз өткізіп жүрміз да. Осы біздің ретрит пен сенің ретритің арасында қандай? Мысалы біз жақында Мәдинада өткізейін деп жатырмыз да. Осы декабрь айында, соңғы айда. Сіздердің қалай білмеймін ғой мен. Соны сендердің ретриттен қарай, сосын біз айтайын деп жатырмыз да. Салыстырып қойып. Сендердің мысалы бір психологтың, бір кәсіпкердің жасаған ретриттері қандай? Біз сияқты жай бір қарапайым адамдардың жасаған ретриттері қандай екен? Енді біріншіден бұл ретрит деген сөз латынның сөз. Кешіріңіз, ағылшын сөз. Бұл бір модный сөздердің бірі, бұл осознанность сияқты сөздер ғой. Сосын бұны тесе терекке, тимесе бұтаққа қолданатын адамдар ашық. Патент деген сөз емес қой енді.
деп әркім жаңағы сопылық деген сөзді болмаса тақуа деген сөзді енді ол да ашық сөздер ғой, әркім өзінің жеке интерпретациясын жасай береді. Сондықтан бізде ретрит деген сөз бұл өкінішке орай дейміз ба, бұл қазір өте эрозияға ұшыраған сөздер. Мысалы коуч деген сөз, психолог деген сөз қандай сөздер еді, олар эрозияға ұшыраса, мышление деген нәрселер. Қазір енді оны көп арзандатып жібердік. Сондықтан бұл ретрит деген нәрседе менің түсінігімде мақсат не сонда? Менің мақсатым бұл адам өзіне қайту. Бұл ешқандай діни контекст жоқ бұл жерде. Бұл жерде кәдімгідей өзіне қайту, өзінің бойында не болып жатқанын көре алу. Бұл Курт Левин деген яғни мына жерде айтты ғой, тәубе дегенде ол мағынасы өзіне қайту дейді. Конечно, қайту ғой. Тәубенің мағынасы ғой, енді өзіне қайту. Аллаға қайту. А біздікінде ол ретритте мақсатымыз вообще жалпы не болып жатыр мына жақта? Өмірімде не болып жатыр деген. Бұл бір мүмкіндік. Енді біреу қайтады, біреу дайын емес. Сол үшін ретритке кейбір кезде 10-шы ретритте оған ол нәсіп болады. Біреуіне бірдей болады. Енді бұл бір оңай нәрсе емес. Ол обычно өзіне келгенде өзінің шындығын көру деген оңай болмайды. Біздің жасайтын ретриттер бұлар ол жерде мен наған сенемін. Адам тыныштықта отыра алса, өзіне қайтуына шанс бар да. Даналық тыныштықта сияқты. Ол жерде біз қалай жасаймыз, кездесеміз. Белгілі бір формат болады, келеді. Сөйтеміз де айтамыз, давайте. Пока жарты сағат көзін жұмды, музыка жоқ, ештеңе жоқ. Просто өзіңде бол. Қалай түсесің солай? Қандай ой кетіп жатыр? Болады. Көреді. Сосын айтады. Біреу айтады, айтқысы келген адам айтады. Біреу жұмысына, біреу денсаулығына, біреу жұмысына, біреу бизнесіне, бір партнерына байланысты. Әдетте сол келген адамдардың тақырыптары ұқсас болады. Әдетте оны сол бір групповая динамика дейді, оны жүреді. Сосын бір басталады. Сосын оны алып жатқан жақта біреуге тиіп жатады ол. Өйткені ана ішіндегі ойын кейбір адамдар әлі форма беріп үлгермейді оған. Оған анау адам форма беріп береді. Мен де соны ойлап отырмын дейді. Сосын ол тақырып қозғалады, сонымен бірінші цикл бітеді, шайымыз ішеміз. Яғни бір-бірлерінің ішкі жан дүниесіндегі бір ұқсастықтар дейсің ғой сонда. Иә, ол өзі дайын адам айтады. Мысалы үшін оны айту деген ол парыз жоқ. Біреу айтады, біреу айтпайды. Сосын екіншісінде келіп тағы сол тақырып жалғастырылады, кейде сол бір контент болады, не қылады, сол прям ашып түсіндіру үшін. Қандай тақырып болатын тақырып жоқ. Ереже бар. Одан түсті обедтеге барамыз, обедте тағы да барып келгеннен кейін кімнен түсінгенін істейді, өзі обедте өздері не қылып группаға бөліп береміз. Сосын обедте тағы да бастаймыз осы немізді. Сосын тағы да обсуждение болады. Біткеннен кейін қорытындылап тағы да бір жасап, соны кешке қарай шығарып саламыз. Азанда не болған келеді, түнде жалғасады бұл нәрсе. Мынандай болды, соны обсуждение сөйтіп 3 күн сондай бір мүмкіндік, ол жерде ешқандай бір не жоқ. Мынау бір тақырыпты айтуым керекпін, мынау бір нәрсе. Кейбір кезде ол жерде әрине мен бірақ өзімнің білетін тақырыптарын ғана талқылауға отырса, білмейтін тақырыбым болса, білмеймін дейміз, бірге көреміз деп. Бірақ әдетте енді маған келгеннен кейін адамдар обычно мен білетін тақырыптар ғана келеді енді. Адам маған келіп точно медицинаны сұрамайды, ана сұрамайды. Кейбір кезде болады енді не қылатындар. Бірақ ол бір мәдениет, ол бір группа, енді бұл жерде әдетте бір үйреніп қалған, қазір менде 500-дей адамдар бар. Енді сонда бір 2-3 айда бір рет келіп тұрады, кейбір адамдар бір жылына бір рет келеді, кейбір адамдар айына бір рет келеді. Қазір мен айына бір рет жасайтын, қазір қойдым 18 рет істедім қойдым. Бұларға мен түсінгенім ол, яғни сенің тек бір сырттан бір жерден үйренген нәрсең емес, сенің өзің бойындағы бір нәрселер бар, бір түсініктер бар. Сол түсініктің аясында келіп отыр ғой сонда, иә? Енді анда ғой, бұл жерде сен егер бұл бір групповой динамикада да ол адам өз үйінде жарты сағат көзін жұмып отырса, ондай болмайды да. Ол группа болады. Бір адам оны по-любому тыныштықта отырып үйренген адам болады да. Бұл жерде ол рөлді мен атқарамын. Болмаса басқа мен обучен адамдар бар. То есть ол адам керек, ол адам запускать етеді. Айранды ұйытқан сияқты ғой. Одан кейін бар, ол ары қарай уже келеді, басталады, бірінші, екінші, үшінші күні бір ашылып, сонымен бір әдемі бір жақсы не болады. Бұл жерде біреуге бір нәрсе үйрету, біреуге бір нәрсе істеу деген әңгіме жоқ. Анау Платонның Сократтың ба? Сократ айтқан ғой. Сократ диалог деген нәрсе, коучинг деген нәрсе, сұрақ қоюдан шығады ғой.
Сократ қой міне. Сократ былай айтады да, негізі адам біліп туады дейді. Біз сұрақ қою арқылы дейді, оған есе саламыз дейді. Сол сұрақ қояды да, сұрақ қою өнері негізі Сократтан туған. Енді ол Аражан айтып тұр ғой. Әлмисақ иә, ол не қылған ғой. Сөйтеді де, бұл жерде тура солай да, ол білет жауабын. Ол жауабын білет, ол адам. Бірақ ол жауапты айту үшін ол ақиқатқа бару керек, ол ақиқатқа барған тыныштық керек. Күнделікті өмірде тыныштық жоқ енді, оны болса әркім не болатын еді. Бірақ біздің ретте осы енді аға. Дұрыс, ол бізде де айтады бабаларымыз, адамның көкірегінде кітап болады дейді. Сол кітапты өзі оқи алса, өзін табады дейді. Өзін тапқан адам Алланы табады дейді. Енді осыған қатысты бізде де бар, мысалы ол, бірақ енді мысалға жаңа үнсіздік дедік қой, енді үнсіздік тафаккур түрі бар, және үнсіздік бар. Енді оны қалай дейтін болсақ, мысалға пайғамбар хадисінде бар да, аршының көлеңкесінде дейді 7 топ болады дейді ғой әлгі. Соның біреуі бұл дүниеде бір-бірлерін тек Алла үшін іздеп келгендер дейді. Мансап үшін, атақ үшін, лайық үшін, жаңағыдай подписчик үшін емес, бір-бірлерін тек қана мынау бір Құдайды жақсы көріп қалған адам ғой деген үшін, жаңағыдай мынау бір адам екен ғой деген үшін, Алла үшін бір-бірлерін іздеп келгендер дейді, бір ортаға жиналғандар, бас қосқандар дейді. Бірақ бұл жерде хадис қарасақ, сөйлескендер, шай ішкендер, жаңа бір-бірлерімен бір нәрсе таласқандар, пікірлер таласқан деп айтпайды. Сонда сол жерде үнсіздік бар да, жай келесің, отырасың. Ол осы бар. Екінші бар, ол тафаккур бар. Сол уақытта адамның жүрегіне осындай нәрселер Құдай Тағала жүрегінде кітабын оқытады дейді. Сонда ұқсастықтар бар екен да. Солай ғой. Ұқсастықтар бар екен. Дарханның несі бар еді, Қуаныш Мырза дейді. Менде сұрақ бар дейді. Иә, сұрақ. Мынандай сұрақ. Бірінші аят келді дейді, иә. Қара жаңа бисмилла қылып қалдық. Хорошо, келді. Пайғамбарымыз оқи алмайды. Бұл бір. Екінші дейді. Допустим, оқи алады. Қолында кітабы жоқ. Оны не оқиды ғой дейді. Не болды сен? Менің ойымша дейді. Қатты өтті маған ғой. Дархан өзі жалпы мен үшін енді соңғы кезде ориентир болып жүрсіз. Өзгеріп жүрсің ғой. Кеше көрдім ғой. Айтады. Оның бір ихсанға, былай қарағанда, басқаша айтқанда сопылыққа бір терең бір қабілеті бар екен байқадым. Кетіп қалған ғой. Жоқ, оның кетіп қалдым деймін, бірақ қабілеті бар екен байқадым да. Мен үшін де айтады да, мына жақта не болып жатыр дейді. Соны оқысайшы, түсінсейші деп жатыр деп мен түсінемін дейді да. Айттым да, мен шыны керек мен түсінбейтін едім бұны дедім да, маған қатты не болды. Потому что кейін аятты қарасам, анау Алланың атымен оқыңдар. Сосын өйткені сен не жараттық? Аллахтан да жараттық. Иә, Аллах. Одан кейін барып Алланың атымен оқыңдар, өйткені ол саған білмегенді білдіруші деді ғой. Жаман өтті да маған, қарап отырсам, шынымен де өміріңде болып жатқан нәрселерді оқу, вот мынау не үшін болды? Хорошо. Мынау қысып кетті. Хорошо. Неғып бұл былай болды? Бұл уже бұл ненің жаңағы бізде енді ең қатты түсінбейтін нәрсеміз бұл тафаккур ғой. Тафаккур десең түсініп қойған адам көрген жоқ, әңгімені ашқыш, потому что қайтадан болсаң жапырақ қайтадан шықты, ана деген әңгіме бар, бүкіл әңгіме сол алманы ойла, алма қалай болды, бәрі соған келе береді да енді ол. Енді мынау ладно, бір ойландың, хорошо. Бір сағат қалай ойланасың сен, оған не жоқ қой. Оны ойлану үшін оны білу керек қой. Ал мына жақта ол енді бұл өзімнің жеке интерпретациясы, маған қатты өтті, сол үшін бөлісіп отырмын да. То есть шынымен де болып отыр. Хорошо. Неге болып отыр? Не айтқысы келіп тұр бұл ситуация деген. Негізі мен қатты ұнады. Бұлай неге кеткенге өзім не қылмаймын, бірақ енді өзімізде отқан. Хорошо, мынандай болды екен, мынандай болды екен. То есть бағанағы әңгімеден келеді ғой. Бірінші хадистен келеді ғой. Бүйтіп оқуға деген мүмкіндікті, энергияны біз қайдан аламыз? Пока мен қайдан аламын? Оқи аламын деп айта алмаймын, қайдан аламын, бірақ егер сен де өзіңде болсаң, саған керек емес нәрсемен алыспасаң, керек емес нәрсе деген жаңағы немқұрайлық емес. Бізде қазір не бойынша налогты көтеріп жатты, анау болса қатысы бар ғой. Істе, айналыс. Бірақ сенің жұмысыңа білмейтін нәрсеңмен анау хадисте қатты маған ұнады бар ғой. Айтады ғой, хадисте ма? Хадисте ғой не? Үш түрлі қазы туралы, судья туралы. Хадис қой не? Қай әңгіме? Үш түрлі қазы бар дейді. Бірінші дейді, ол ақиқатты біледі дейді. Сол ақиқатымен дейді шешім қабылдайды дейді. Бұл жәннатқа барады дейді. Екінші дейді, ақиқатты біледі, бірақ онымен шешім қабылдамайды дейді. Ол тозаққа барады. Үшіншісі дейді, ол ақиқатты білмейді,
бірақ шешім қабыл етіп ота жаққа барады дейді да. Ол маған қатты өтті, өйткені мен кейбір кезде бар адамдар пікір айту енді қазылық қой, әркімдік по-своему енді. Түрмеге жібермесең де мынаны қате екен, дұрыс екен деп ана білмей жатып қазылық жасауда бұл ол емес әрине, бірақ менің өзімді мен солай түсіндім бұны өзімше. Так, онда көбінесе білмеймін деп қоя салайық, қоя салған емес, андай білмеймін деп қоя салу бар, білмеймін деп үйрену бар. Саған ішіме темаға қатысым бар, так білмеймін. Онда бір маманнан сұрайын барып. Ана жалған, өйткені енді шынымен де жаңағы шайтанның да бірінші ұратын нәрсесі нәпсіден ғой енді. Білмеймін деп айту ең ауыр сөздердің бірі ғой енді. Анау имам Шафи айтады ғой. Имам Малик айтады ма? Имам Малик айтады. Имам Шафиға дейді 48 сұрақ қойды дейді. Соның 38-сінен білмеймін деп айтқан ғой. Ойбай, не деген масқара болсын. Бізде 48 сұрақ қойса, оның 50-іне жауап берді ғой біздікілер. Арада 2 сұрақ шығарып ше. Мен өткенде бір ретте Рауан ағаны неге шығарғам подкастқа, сол біреу жазыпты. Білмеймін деген молданы бір рет көрдім депші. Қазір қарайсың, мен білмеймін деген молда жоқ қазір. Жаңа өзің айттың ғой, пайғамбарымыз келіп оқы деген уақытта мен не оқиын, білмеймін деп айтты ғой. Білмеймін не оқимын деп. Жоқ, қазіргі сонда пайғамбарымыздың әуел баста бізге көрсетіп тұр ғой. Қазіргіден қарайсың да, анау кейбір ұстаздар болады, анау қимайсың да ондай надандыққа. Ол тақырыпта надан, ол проблема жоқ, ол надан болуының заңды. Бірақ айтпайды да, мысалы үшін мен өзі андай болады, өзі біреу сон тақырыбына кірген үшін сынап тұр, бірақ өзі біреудің тақырыбына кіре салады да спокойно, білмеймін де. Болды, мен білмеймін де, мына тақырып білмеймін. Жоқ, бала тәрбиені былай тәрбиелеу керек, ананы былай тәрбиелеу керек, финансты, бизнесті былай жүргізу керек. Айтайын, мен білмеймін бұл тақырыпты. Екі мындай партнер болса қалай болады екен? Анау кейде білмеймін деп айтқан кезде анау не қылады ғой, адам тормоз үзіліп кетеді ғой. Сондықтан аға менің қорқатым бұл тек қана неге жоқ енді, сіздің аудиторияңыз, сіз просто мұсылман жамағаты оның айтып отқаным, әйтпесе бұл қуып айтыла беретін нәрсе емес қой. Менің қуаныш енді не түсініп отырсың, енді 40-қа келіп қалыпсың, не түсіндің десе, мен сол айтатын соң ғой, нәрсем сол болатын еді. Білмейтін нәрсені білмеймін деп айта алу, бұл егер сұраса есейгеннің белгісі не деп айтатын болса, бұл білмеймін деген көп айта ма, или білем деген көп айта ма деп. Білем дегенді көп айтатын болатын болса, бұл әлі есеймейді. 60-қа келсе, 70-ке келсе де. Егер білмеймін дейтін болса, бұл адамның өзі бар. Негізі байқаймын, бір адам абыройын көтеретін нәрсе осы ма деп қоймын, негізі білмеймін десе, артық әңгіме айтпайды. Анау адам қарап отырасың аға. Енді мен үшін андай ғой, қазіргі заманда енді қоғамдық тема ғой, психология, мен енді қазір магистр болсам, докторым тура боламын. Мен үйтіп айта алмаймын да ол тақырыпта. Ол сенімділік менде жоқ. Бірақ ана аяқтаған кісілер енді еще енді ана қарап тұрасың, өзі бір Дардай ұста деген аты бар, Дардай артының несі бар. Енді анау тоқтай алмай қалады, анау бір ручник кетіп қалады да кейде. Айтса болады жоқ. Сондықтан да менің ойым екі адам білмеймін дейді ғой. Біреуі надан адам білмеймін дейді. Екінші бір нәрсені үйреніп, соны сол ілім ғалымдағы тәкаппарлыққа айналып кетсе, сол адам білем деп айтады. Осы екі адам, біреуі надан адам білем дейді. Білмеймін деп айтпайды. Ал егер шынында да ілімін бойына сіңірген адам, ол адам білмеймін дейді. Жаңа имам Шафидің әңгімесі ғой. Иә. Сондықтан сопылықта да бізде кірген уақытта ең бірінші үйренетін нәрсесі білмеймін үйретеді. Мен білмеймін, менің шейхім біледі, ұстазым біледі, мен білмеймін. Ал кейіннен мен білмеймін, Алла біледі дейді. Болды. Мен білмеймін, Алла біледі. Сонымен Қуаныш мырза, өзінде бір кітабын білмеймін деп осылай шығарып жатыр екен. Ол да бір керемет нәрсе. Бұл да бір руханиятқа бұл кітабың басталған ең бірінші қадамың деп ойлаймын. Құдай Тағала сол жағын есігін ашып жатса, ол жағын тағы да бір Рамазан айында осы рухани мәселесін сол жағын бір тағы бір жолықсақ деген ойда бар. Сондықтан саған бүгін бізді сыйлап келгеніңе рахмет. Алла разы болсын. Алла Тағала абырой беріп, әлде де мына жүрек көзіңді ашып, иншалла халыққа берерің көп болсын деймін. Әумин аға, рахмет, Алла разы болсын. Сіздің де еңбегіңіз негізі мынау мынандай ғой, бұл өзі бір нәзік тақырып қой. Тақуалық, бұған да енді бір батылдық керек шығар, енді тақуалық деген тақырыпты айту үшін, нәпс деген тақырыпты айту үшін Құдай енді осы жасаған жұмысыңызды береке берсін. Түсінетін адам көбейсін. Иншалла. Мен маған не қыламын да, өзім сенемін ше,
мен бір кітап бір адамның өмірін өзгертеді дегенге мен сенбеймін. Бірақ өзгерте алады, егер ол дайын болса да. Не болды дейсің? Ол дайын болса өзгерте Иә, алады. Ол анау сен бүйтіп мынандай, мен 4 кітап жаздым ғой. Екінші болма 145 мың данамен сатылды. Одан кейін мында бізге айтылмаған құпия, қателеспесем 50 мың шығардық біз, 50 мың сатылды. Сосын не болды? 50 мың сатылды. Кейін симфония болды, симфония енді ол бизнес болды, 10 мың шықты, ол қатты не қылмадық. Кейін мынау не болды? Екінші шанс болды, 5 мың шығардық, бітті енді. Даже шыға алмадым. Бірақ мен негізі екінші сол бізге айтылмаған құпияны то ли 50 мың емес, 25 мың шығарды, сол есімде жоқ точно. Қарау керек. Сол мен сол кітапқа қатты үмітім бар еді негізі. Өйткені қатты дайындалған едім бұл кітапқа. Бірақ сол ішінде, видимо, көп нәпсім қосып кеткен ойда ойладым мен ше, сол кітапқа. Енді қуаныш, бауырым, сенің жаңағы анау ғылымдағы мақалаң сияқты болып тұр ғой. Иә. Бірақ кітаптарың әлі Алла бұйырса алда жазылады. Иә, сол жаңағы айтып отырғанымша, сондықтан бұл жерде білмеймнен басталайын тұр да кітабыңда. Иншалла. Содан Сен кейін бұрынғы білмеймнен бұрын кітаптарың бір төбе, сол білмеймнен кейінгісі бір төбе болайын деп тұр. бірақ шынымен білмеймін деген кітабым мен бірінші, мен екінші болма бар ғой, сол нағыз сөйтіп жазылған кітап еді бар ғой, білмеймін деген кітап еді әдемі. Сондықтан ағаны кітабымыз берекелі болсын. Бұл кітабымыз шыққанда көп болды, қанша болды? Бұл жақында шыққан бұл енді. Тұсау көздерінде жасап үлгермедік. Енді ғана шығарып жатырмыз. Берекелі болсын. Таралым 2 мың шықты. Әдемі пісті ме? Бастамасынан жақсы. Берекелі болсын. Рахмет аға. Шақырғаныңызға рахмет. Берекелі болсын. Жақсы. Рахмет аға.